Мысыр перғауындарын түгел сүзіп шықты. Сағат бойы мүдіріссіз жырлап, Ниагара сарқырамасындай арындап келіп, Мұхаммедтің өзіне де жетті-ау. Соңғы 10 ғасырды құшағына алып нөсерлеткен жыр қазақ даласына толықсыз жайылар ма еді, қайтер еді, кім білсін. Меккеден шыға бергенде домбырасының шегі үзіліп барып тоқтады деді. СССР кезінде айтысқа тыйым салынған. 1943 жылдың желтоқсанында ғана алғаш республикалық айтыс өтті. Оған Ильястың мұрындық болғанын жоғарыда баяндадық. Енді ол қолына билік тигесін облыста жиі айтыс өткізуді қолға алды. 1957 жылы Ильяс билікке келгенде Хрущевтің тың игеру дәуірі басталып, Ресейдегі қаңғыған орыстың бәрі Қазақстанға жаппай жөңкеліп жатқан. Құрамы сапасыз, көбіне қарабайыр жұмысшыдан құралған бұл келімсектер жергілікті халықтың дәстүрлі мәдениетін сан түрлі рухани мерезбен жаралап тастады. Ақылы, сау, намысы бар қазақтар азшылыққа ұрынып, орыс мұжығының мәдениетсіз мәдениетіне жұтылып бара жатқандай жан таласа қимылдады. Осындай сәтте бірнеше дәуірдің мәдени қабатында қалған қазақы құндылықты насихаттайтын айтыс өнері оларға Алланың аспаннан тастаған құдіретті арқанындай көрінді. Өз жерінде азшылыққа ұрынып мәдени езгіге ұшыраған жұрт делебесі қозып бір желпініп қалатын. 3 жылдан соң Ильястың денсаулығы сыр беріп, амалсыз Алматыға көшті. Бір қызығы, біздің бағымызға орай ол Қазақфильмге директор болып тағайындалды. Бұл саланың екінің бірі еңсере алмас ең нәзік нюансы бар. Миыңда миллион түрлі көркем идея болса да, қаржы көзін таба алмасаң, тақырда отыра берерсің. Ильяс қызметке келе сала қазақ киносының алтын қорын құрап тұрған «Менің атым Қожа», «Бандыны қуған Хамит», «Тұлпардың тұяғы», «Ана туралы аңыз» және «Қыз жібек» фильмдерін жоспарға енгізіп, қаржысын қарастырды. Ол Ғабит Мүсіревке қас жазып, Қозы көрпеш баян сұлудың негізінде «Махаббат туралы дастан» фильмі жарық көрді. Көрерменнің көз айымына айналды. Енді бізге Қыз жібек дастанына киносценарий жазып беріңіз. Онда тек адал махаббат қана жырланып қоймай, халықтың салт дәстүрі, мәрт мінезі, толайым тағдыры мен тарихы көрініс тапса игі болар еді деді. Тапсырыстың салмағы ауыр. Ол кезде Алматыдағы кесір коммунистерді айтпағанда, Мәскеудегі цензураның өзінен тышқан жорғалап өте алмайтын. Себебі СССРде орыстан басқа ұлт толықтау мүмкін емес. Ал Қыз жібек ондай стандартқа сәйкес келмейді. Одан бөлек фильмнің сценарийін Ғабит Мүсірев қазақша жазған. Әдетте қазақша киноның сценарийі орысша жазылып, фильм орысша түсіріліп, сосын барып қазақ тіліне аударылатын. Ильяс келген соң киноның сценарийлері қазақша сөйлей бастапты. Бұдан да қызығы, Қыз жібек фильмінің ішіне көне түркі дәуірінен қалған мәдени элементтің бәрін сыйғызуға тырысқан. Бекежан мен Төлегеннің сауыты мен қалқанына түркі дәуірінде культ болған жыртқыш құстар мен барыс бейнеленген. Алтай қорғандарынан табылған аққу мен әтештің фигураларын киіз үйдің ішін сәндеуге қолданған. Кинода батырлар арқалап жүрген тайқазанда сақ стилінде қойылған. Тіпті көп көрермен байқамайтын мынадай эпизодта бар. Сырлыбай аса таяғын жонып отырғанда, оның сабында руна жазулары анық көрінеді. Тау тас арасындағы көне петроглифтер мен руна жазулары, балбал тастар жанама түрде насихатталады. Әруақты құрметтеп бабалар рухына тағзым ету деген қазақы дәстүрде дәріптеліп үлгерген. Осындай қазақ элементі көп болғасында Қыз жібек фильмі қатты кедергіге ұшырады. 2 сағаттық киноны айтысып тартысып жүріп әрең түсірген. Оның өзінде Бекежанның қасына 15-20 сарбаз етіп жүруге әрең рұқсат берген. Егер кедергі болмаса, фильмнің қалмақтармен соғысатын эпизодында кемі 1000 сарбазды атқа қондырып, атыстырып, шабыстырып, қиқулатуға болушы еді. Бекежанның жанындағы селдіреген санаулы сарбаздың сыры осындай. Онсыз да қазақ рухын өлтіре алмай, қазақ мектебін жаппай жауып, сендерде тарихта, мәдениетте, жазу сызуда, мемлекетте болмаған деген идеологияның қарша борап жатқан кезі еді. Сонда да сан түрлі цензураның өткелінен қысылып шыққан Қыз жібек фильмі әліге дейін көрерменге асқа рух сыйлап тұр. Фильмнің режиссері Сұлтан Қожықов Алматы мен Мәскеудің екі жақты зор қысымына төтеп беріп, осы бір шедевр фильмді адамзат өркениетіне қосып кетті. Ол 15 жылдан кейін өліп бара жатқан қазақ рухын тағы да тірілтем деп Қажымұқан жайлы фильм түсіреді. Бұл жолы да Мәскеу Қажымұқанның қасына Поддубныйды орынсыз тықпалап режиссердің жүйкесін шығартқан. Яғни Қажымұқан оның көлеңкесінде қалып кетуге сәл-ақ қалды. Мәскеудегі цензурамен тіресе беріп, Қожықовтың денсаулығы сыр беріп, өмірден ерте өтті дейді замандастары. Ильяс Қазақфильмде 1 жыл отырды. Бұған дейін Қазақфильм Ленинградтағы Ленфильмнің филиалы болған. Ильяс 1959 жылы Қазақфильмге келген соң құжаттың бәрін реттеп, еншісін алып, дербес автономды киностудия болып құрылды.
Студияның әу бастағы атауы Алмата болған, ал көршілес елдің студиясы Тәжік фильм, Өзбек фильм, Белорус фильм болып аталатын. Әділхан Құдайбергеновтың айтуынша, Ильяс баш болып келген күні-ақ әр елдің киностудиясы өз ұлтының атымен аталады. Біздің Алматы атанып отырғанымыз қалай? Деп мәселені көлденең қойды. Сөйтті де бір күннің ішінде атын Қазақ фильмге өзгертіп жіберді. 1960 жылы Ильяс Қазақстанның бюджетін жоспарлайтын комитеттің тізгінін ұстайды. Бұл биліктің де ықпалын қазақ мәдениетін күшейтуге жұмсады. Қазақ халқының сауатын көтеретін мәдени ошақтарды қаптатып ашып тастады. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мен Тараздағы Айша бибінің қараусыз қалған кесенесі тұңғыш рет өкіметтің назарына ілікті. Әсіресе Яссауи кесенесін реставрация жасау үшін глазур өндіріп шығаратын шеберлерді жинау жұмысы жолға қойылды. Орта ғасырдан бері топырақ астында қалған Отырар қаласын ашып зерттеуде Ильястың кезінде қолға алынды. Оның мықты экономист ретіндегі білікті қабілетін байқаған Мәскеудегі шенеуніктер Омаровты бізге беріңдер деп құда түседі. Әдетте Алматы оңдайға көне қоймайтын, себебі ондай мықтыны қол астында бақылауда ұстаған тиімді. Оның қызметі өсіп, Мәскеуге кетсе, Алматыдағы көсемдерге ауыр соғуы мүмкін. 1967 жылы Ильяс ойда жоқта мәдениет министрі болып тағайындалды. Апам да аң-таң, мен де аң-таң деген оны да өзі де өзге халықта күтпеді. Оқ шешімге Мәскеудегі шенеуніктерде таңғалып дарынды экономисті мәдениет министрі еткен несі, орнына қайтарыңдар деп араласады. Сонда Алматы жақ, айып бізден емес, қызметке сұранып келген өзі деп жауап береді. Бұл жалтырма жауаптың жаны бар. Себебі Ильяс шешуші шайқас экономикада емес, мәдениетте жатқанын жақсы білетін. Яғни қарным тойса болды, мәдениетті сосын көтереміз дейтін тоғышар философияға сенбеген. Селге сел қосылса жұрт болады, елге ел қосылса құт болады дегенде Ильястың елдік санасына өзбек елінің халықтық арманы қосылғанда шын мағынасында қазақ халқына құт болып шашылды. Министр болып отырған шағында Ильяс гүлдер мен жас балет хореографтар ансамблін құрды. Болгариядағы бүліктен соң ұлттық нақышта билейтін қыздар ансамблін күшейту негізгі приоритетке айналды. Одан бөлек алыстағы ауыл аймақта өнері қор болған талантты термешілер, дәстүрлі әншілер, жыршылар профессионалдық тұрғыдан өсе алмайтын. Себебі оларды үлкен сахнаға дайындайтын оқу орны жоқ еді. Бұл проблемада да Ильястың кезінде реттелді. Яғни Елебеков атындағы эстрада цирк колледжі ашылды. Оған қоса Алматыда цирк ғимараты соғылып, қалаға өркениеттің жаңа нышанын әкелді. Әдетте цирк сияқты күрделі өнер ошағын салудың машақаты зор, ал қаржысын бөлдіру одан 10 есе қиын. Ильяс одақтың қаржы министрлігіндегі беделін пайдаланып, қаражатты бөгетсіз бөлгізді. Мәдениет министрінің кабинетінде Ильяс 3 жыл отырған. 3 жылда қазақ жұртының мәңгілік шабыт пен сарқылмас рухани құндылықтың қайнарын қалдырып кетті. Бұл кітапта Ильяс жайлы кең көсіліп жаза алмаймыз, себебі кітап өзбек әліге арналған. Мәдени майдан жайлы ұғымды түсіндіру үшін ғана Ильяс жайлы оқырманға аз-кем ақпарат бердік. Адам болмасын зерттейтін экзистенциялық философия бүй дейді. Адамның бәсін өзге мақұлықтан артық ететін бір қасиеті бар. Ол саналы болмыстың айналасын ақылмен тануы, және ақылдың күшімен өзінің ой санасын бақылап, ой ағысында жүріп жатқан ойлану құбылысын саналы түрде сараптап тұруы. Бұл үлкен мұғжиза саналады. Енді мынадай сұрақ қояйық. Пенде осы мұғжизаға қалай қол жеткізе алады? Қайтсе оның сергек санасы мүлгіп, жануарлық деңгейге құлап кетпейді. Сырттағы оқиғамен сана ішіндегі құбылысты қатар бақылап, тиімді басқара алатын биік қасиетті қайтып қолға қондырады. Жауабы қысқа. Кез келген пенде Құдай алдында, халық алдында, ар алдында жауапкершілік арқалауы керек. Жауапкершілік алған сәтте оның санасы ең биік режимде мүлткісіз жұмыс істейді. Бұл борыштан бас тартып, тоғышарлық өмір салтына өз еркімен берілгенде, ой сананың өзін іштен танып, сезіп, біліп, бақылап тұратын адами қасиеті сөнеді. Адамның осындай қасиетін танығыңыз келсе, Ильяс Омаровтың соңғы хатын оқып көріңіз, бәрі түсінікті. Қадірлі достарым, халім ауыр. Ажалмен бір адамдай алысып едім. Ол енді жеңіп барады. Қол жетер жерде менің сағатым жатыр. Оның тиегі менің соңғалар тынысымды есептеп қойғандай. Мына өмірмен қоштас деп маған тықылдап ескертіп жатқандай көрінеді. Жанымда балам 6 ай отыр. Бұл хатты соған жазғызып отырмын. Өзімнің шамам жетпеді. Менің өзегімді бір өкініш өртеп бара жатыр. Ол менің халық алдындағы перзенттік парызым. Оны орындай алмай шерменде болып кетіп барамын. Жатсам, тұрсам, сол өкініш жүрегімді өртеп, еңсемді зіл басады. Әттең өмірім сәл ғана созылса, сол арманды орындар едім деп ойлаймын. Мені шерменде күйге түсірген арманым халқымның мәдени өрісі мен бай мұрасын зерттеу, әлемге паш етіп, біз де ұлы халық болғанбыз, бізден де мықты ері өткен деп мақтану еді. Мен лайықты еңбек ете алмадым.
Жігерімді жалқаулық басып әлдеқайда аз күш жұмсадым. Соның өкініші өзекті өртейді. Бұл адамның өмірінде бір-ақ рет келетін сәт. Өлген соң халқымның мәдениетін қызғыштай қорғауға енді мүмкіндігім келмес. Келешек жастардікі ғой, мен соларға сенемін. Ел аман болса, ер тоғызбай қоймас деген. Осы мәдениетті қорғайтын әлі талай ерлер өмірге келер. Тек уайымым олар ішкенге мәз, жегенге тоқ ұрпақ болмас екен. Ел сүйгіш ұрпақ болу үшін әуелі үлкен арманды арқалау керек. Ол арман халықтың мұрасы. Мен үшін қазақ халқы деген ұлттың әні, жыры, күй мұрасы, аңыз дастаны, мәдениеті, салт дәстүрі, тарихы. Егер осылар шашылатын болса, онда қазақ деген халықта болмайды. Ел мәңгі тірі болу үшін біз оларды жаңғыртып, әр дәуірдің талғамына сай бояуын беріп, кестесін тігуіміз керек. Менің көзімді, көңіл сарайымды халқымның осы мұралары жаулап алған. Мен оларды бір сәтте ойлауды тоқтатпадым. Қазақ мұрасын ойлап ұйықтау, соны ойлап ояну қандай ғанибет, әрі абыройлы іс десеңізші. Оларды ойлаған сайын ел алдындағы үлкен парызым есіме түседі. Олар мені шаршатпай, созасам шөлдетпей, қарным ашса тоқтығын білдіріп, уайымға батсам жаныма шаттық сеуіп жүрді. Көне мұраны тірілтіп, арғы бергі тарихты ұрпаққа көрсетіп, әлемге паш ету неткен ұлыс еді. Осы идеяны, ел сүйгіш арманды бойына сіңірген адам ғана биік жауапкершілікке болады. Жауапкершілік неғұрлым терең оймен, ақыл парасатпен, махаббатпен игерілгенде ғана халық алдындағы парыз өтелмек. Бұл нағыз азаматтық ерлік жолы. Ғазиз бауырларым, үзеңгілес достарым, баршаңызға ақтық рет ой көзіммен қарап, көңіл құсыммен бір қауышып, келмес, көрмес сапарға аттанып бара жатырмын. Ел мұрасы өздеріңе аманат. Мен соңғы хәлім қалғанша бай мұрамызды сақтап, жаңғыртып паш ету үшін күрестім. Ендігі жол сендердікі. Ильяс 1970 жылы 57 жасында емі жоқ дерттен опат болады. Көз жұмардан бұрын өзбек әлін шақырып, бақылдасып өсиет айтады. Советтік медицинаның енді маған өкпесі жоқ шығар. Коммунистік партияның да маған өкпесі болмауы керек. Өлер шағымда қазақ болып өлеген, мұсылманша жерлеу ұйымдастырыңдар. Молда жаназамды шығарсын деп тапсырған. Елім үшін өнімді еңбек ете алмадым деп өкінішпен өліп бара жатқан мәдениет министрінің артында қыруар еңбек қалды. 6 кітап 300-ден аса ғылыми мақала жазып кетіпті. Тәуелсіз Қазақстанда дәл осы қызметте отырған министрлердің артында кітап қалмай-ақ қойсын. Резонанс туғызған бір мақаласы да сақталды ма екен? Олар кітап жазбай-ақ қойсын. Темірбек, Ильяс, Өзбек әлден мирасқа қалған кітаптарды тауып оқыса да шүкір дейміз. Жалпы қазақ мәдениетінде болып жатқан құбылыстар мен оқиғадан хабардар болып отырса, соның өзі деңгей саналады. Себебі 2022 жылы бір жанашыр топ Өзбекәлі Жәнібектің атын Шымкенттегі бір оқу орнына беру жайында билікке ұсыныс айтқан еді. Оның атын оқу орнына беретінде Өзбекәлі Жәнібектің қазақ қоғамына не еңбегі сіңіпті деген жауабы оларды есеңгіретіп тастады. Кейін бір жылдан соң 2023 жылғы тамызда Шымкент пет институтының атын Өзбекәлінің есімімен атауға әрең дегенде қол жеткізді. Жазушы Әбдіжамал Нұрпейісов бүйдейді. Қазақ тарихында алтынның мәдени уызына жарыған 3 мәдениет министрі болды. Олар Темірбек, Ильяс, Өзбекәлі. Жазушының бұлай деп айтуына негізде жоқ емес. Себебі үшеуі талантты әнші, биші, күйшілердің түрі мен өнерін жатқа білгенін айтпағанда, қазақтың ұсақ түйек ойы өрнегіне шейін дәл танып, бір деталінің өзіне 2 сағат академиялық лекция оқып беретін потенциалы болған. Ғазиза Жұбанова естелігінде: мен Ильясаға қатыспаған опера мен балет, симфония немесе ораторий драмалық спектакльдің болмасы эстрадалық концерттің премьерасын білмеймін. Ол жазушылардың, композиторлар мен суретшілердің жаңа туындысын біліп отыратын. Шығармашылық адамдармен жиі араласып, олардың алдында үлкен беделге ие еді деп жазды. Ильяс тіпті Қасым Аманжоловты да өз өлеңін жатқа оқып, сөзден тосқан деген әңгіме бар. Қасымға Алматыдан атқа мінерлер үй бермей қойыпты деген әңгімені барлық қазақ біледі. Ол жайында ақынның: берсең бер, бермесең қой баспанаңды, бәрібір тастамаспын астанамды, өлеңнің отын жағып жылытармын, өзімді, әйелімді, жас баламды деген өлеңі де бар. Бір күні Қасымның әйелі Ильяс деген кісіні жұрт мақтайды. Алдына кірсең, кісіні құр қайтармайды екен. Барып баспанаға мұқтаж екенімізді айтайық, бізге де шарапаты тиер дейді. Сөйтіп Қасым мен әйелі 1949 жылы пәтер сұрап Ильясқа келіпті. Әйелі тыста күтеді де Қасым кабинетке кіріп кетеді, өзін таныстырып: Омар ұлы Ильяс, сіз екенсіз, ойланарсыз, толғанып іс істерсіз. Күйсіз өмір секілді өлеңім бар, кей жерлерін өзіңіз түзетерсіз. Жасап көрген емеспін сөз таудасын, тебіренгеннен тереңнен шығар даусым. Туған елі өлеңмен құя салған, алдыңызда отырған мынау Қасым дейді.
Ілияс оған қарап, ақын Қасымды кім білмейді, сенің өлеңдеріңді бала-шағамызбен бірге отырып жаттаймыз ғой дейді де, он шақты өлеңін өзіне жатқа оқып береді. Тіпті кейбір өлеңдерін талдап, кейбіріне сын айтып баға береді. Сол жерде екеуі 2 сағат отырып әлем әдебиеті мен қазақ әдебиеті жайлы сұрапыл сұхбат құрыпты. Министрдің мынадай деңгейін көрген Қасымның есінен танғаны сонша, үй сұрауды ұмытып кетіпті. Далаға шықса, әйелі күтіп тұр екен. Ол не дейді, үй беретін болды ма деп сұрапты. Сонда Қасым: әй қатын, сенде қайдағы жоқты сұрайсың? Министр өлеңіңді жатқа оқып отырса, үйдің не керегі бар деген екен. Ілияс Қасымның бұйымтайын айтпай-ақ түсінген еді. Қалалық кеңес төрағасы Хафиз Айбасовқа бұйырып ұзамай пәтер әпереді. Осындай телеке теңіз білім иесі болса да, Ілияста большевик қазақтар какой-то Плановик деп қасағына кемсітетін. Ал бұл Плановик Әуезов оқуларын іске қосқан батырлардың бірі еді. Оқиға былай болған. Өзбекәлі Мәскеу мен Петербургға барған сайын Алматыдағы тың идеялар таситын. Ол жақта Толстой оқуы, Чехов оқуы, Достоевский оқуы деген үйірмелер бар. Үйірмені мүйіз қарағайдай профессорлар жүргізеді. Өзбекәлі осыны көріп, неге Алматыдан осындай үйірме ашпаймыз деп ойланады. Сөйтіп бұл ойын Ілияс Омаровпен бөліседі. Ілияс ағасы одан да кең ойлайды екен. Ол тіпті Сәбит пен Мұхтардың атына үй салдырып, оны болашақта музейге айналдыру үшін бюджет жоспарын енгізіп тастапты. Бірақ оның бұл ойын кәрі коммунистер біліп қойып, бюджеттің ақшасын орынсыз жұмсады деп дау шығарады. Соның кесірінен Сәбиттің үйі бітпей балабақшаға айналады да, ал Мұхтар өз ақшасына үйін бітіріп алады. Ол үй қазір музей болып тұр. Хош, сонымен Өзбекәлі 1962 жылы Қазмуде Әуезов оқулары деген клуб ашады. Енді оның ашылу салтанатында танымал тұлғалар сөз сөйлеуі керек. Сәбит бас тартады. Ғабит шетелде жүр екен. Ғабиден Мұстафин ауруханада жатыр. Амалдың жоғынан сол жиынға Өзбекәлі Ілияс ағасын шақырады. Қазақ әдебиетінен бөлек әлем әдебиетін сіңіріп алған Ілияс 45 минут көсіледі. Жай көсіле салмайды, ұлттық педагогика деген тың ұғымды аудиторияға ақтарып салады. Яғни қазақ халқы ауыз әдебиетімен сусындап өсуі керек, сонда ғана ғұмыры ұзақ ел боламыз деп коммунистер үшін аса қауіпті идеяны бұрқ еткізеді. Өзбекәлінің өзі осы жиында ұлттық педагогика деген атауды бірінші рет естіп таң қалады. Кейін сол идеямен ауырады. Бәрін бақылауда ұстап отырған бюродағы адал коммунистер мұндайды мүлт жібермейді. Ертесі күні Өзбекәліні орталық комитетке Нұрымбек Жанділдин шақырады. Ол кеше Әуезов оқуларында қайдағы бір Плановикке баяндама жасатқанның қайсасқаның деп қысым қалады. Өзбекәлі тайсалмай жағдайды баяндай келе, сонда не баяндаманы Ілияс Омаров емес Николай Ановқа берейін бе деп басшының арын басып тастайды. Ұтымды жауапқа кілт тоқтаған Жанділдин байқамай бүгіп отырған бір саусағын көрсетіп қояды. Жай қызбаланба Өзбекәлі, әлгі Әуезов оқулары жақсы шара. Бірақ Омаровтың құйрығында сөнбеген шала бар ғой, шала. Соны неге байқамайсың? Сосын Ілияс Омаровтың әдебиетте не шаруасы бар дейді. Сөнбей қалған шала 1952 жылы Бекмахановтармен болған қуғын-сүргін. Яғни 1962 жылдың өзінде Ілиясты кезінде қудалаған. Олшылдық санадан толық арылмаған, қауіпті элементте бақылауда ұстап отырған. Егер осындай аяқта тұстау баста бұғау болмаса, Ілияс Омаровтың қазақ мәдениеті үшін қандай деңгейде мұра қалдыратынын есептей беріңіз. Ілияс Омаровтың көрегендігін мынадан біліңіз. Еуропа мен Ресейде классик ойшылдар мен жазушылар тұрған үй, олар өлгеннен соң бірден музейге айналады. Толстой тұрған Ясная Поляна, Тургеневтің үйі, Пушкиннің үйі, Гетенің үйі, Канттың үйі деп кете береді. Бұлардың бәрі қазір турист шақыратын мемлекеттік маңызы бар объектіге айналады. Ал бізде екі-ақ жазушының үйі сақталып қалған. Оның біреуі Қатондағы Оралхан Бөкейдің қара шаңырағы, бірақ ол музейге айналмаған, түсініксіз себеппен мемлекеттің қарауына өтпей қалған. Сондықтан қазір есік терезесіне шеге қағылып қараусыз тұр. Екіншісі Алматыдағы Мұхтар Әуезовтің үйі. Оның өзін алдын ала жоспарлап, кейінгі ұрпаққа музей түрінде мұрағаттап кеткен Ілияс Омаров. Оның осы ерлігі болмағанда Мұхтардан да ұйқылмас еді. Бұдан кейін Ілияс Омаровтың мұндай идеясын іліп әкететін есі дұрыс басшы болмады. Соның кесірінен беріде қайтыс болған ешбір жазушының үйі музейге айналмаған. Олардың бәрі дерлік қуықтай пәтерде тұрған. Оларға Мұхтарға соққанда үй салып беру, кейін оны музейге айналдыру ешкімнің мойнына кіріп шықпаған. Кейде олар тұрған үйдің сыртында мұнда жазушы не Ғалым Пәленшеев тұрған деген екі сөйлемнен тұратын тақтай ілініп тұрады. Қосымша бір деталь болсын, Бауыржан Момышұлының даңқы жер жарып тұрғанда көзі тірі аңыз адаммен тікелей сұхбаттасып, онымен фотоға түсу талай шетелдіктің арманы болған. Парижде тұратын бір әскери офицердің қарындасы ғылыми жұмыспен Мәскеуге аттанады. Сол кезде офицер ағасы оған ақыры СССРге бара жатырсың. Қалайда Бауыржан Момышұлымен жолық. Оған сәлемдемемді жеткіз. Оны тіріде көру арманым деп аманат жүктейді. Қарындасы Мәскеуге келгесін ағасының өтінішін айтады.
Ол кезде Бауыржан отставкаға шығып Алматыдағы қуықтай пәтерде тұрып жатқан. Парижден келген құрметті қонақты осы советтік пәтерде қабылдап, сұрақтарына жауап беріп, Мәскеуге шығарып салады. Былай қарасаң, Момышұлының феномені қазақтың ғана емес, адамзат тарихында кездесетін сирек құбылыс. Осындай тұлғаның екінші дүниежүзілік соғыста өліп кетпей, 1982 жылға дейін Алматыда өмір сүргені таңғажайып оқиға. Есі дұрыс билік болса, азаматын бағалап, оның алаңсыз өмір сүріп, шығармашылықпен шұғылдануына жағдай жасар еді. Осындай тау тұлғаға бірде-бір үй қимаған. Қазіргі Бон Момышұлы бейнесін ұмыта бастады. Оны танытайын десең, музейге айналған үйі жоқ. Қабірі Кеңсайда. Жеке музейі Жамбыл облысының бір ауылында. Екінің бірі жете алмайды. Тарихтың доңғалағы тоқтап қалмай, әлі де айналып тұр. Қазірде қазақ қоғамында шығармашылықпен айналысып, ел жұртын жарыққа сүйреп келе жатқан классик жазушылар бар. Көзі тірі қариялардан Мұхтар Мағауин, Мекемтас Мырзахмет, Мұхтар Шаханов, Дулат Исабеков, Төлен Әбдік, Әкім Таразилар арамызда жүр. Өкінішке орай оларды қамқорлыққа алып, мұрасын музейге айналдыратын Ильястардың жоғы сезіледі. Портреттің терең сыры. Сонымен Ильяс Омаровтың кабинетінде ілініп тұрған портрет есіңізде шығар. 37-де халық жауы деп атылып, 1957 жылы ақталған қайраткерді 1967 жылы кабинетіне әспетте біліп қою үшін де батырлық керек. Ол заманда айтпағанда қазірдің өзінде карьера қуған шенеунік сотталып, ақталған қайраткермен жария фотоға түспейді. Кабинетке президенттен басқа ешкімнің портретін іле алмайсың. Ал Ильястың кабинетіне кірген адам Темірбектің суретін таңдаңыспен қабылдаған. Bir күні оның кабинетіне СССР мәдениет министрі Екатерина Фурцева келеді. Ол да бейтаныс бейнені көріп, бұл кісі кім дейді. Бұл атақты темір нарком атанған Жүргенов деген біздің мәдени қайраткер. Сіңірген еңбегі көп. Жазықсыз сотталып артынан ақталған адам деп Ильяс марқұм Темірбек ағасы жайлы жарты сағат тебірене баяндайды. Үнсіз тыңдаған одақ министрі, оған деген махаббатыңызды түсініп отырмын, бірақ сонда да сақ болыңыз, елдің бәрі мен сияқты дұрыс түсіне бермейді. Білесіз бе, сіздің үстіңізден күн сайын тонна арыз түседі. Бүйте берсе жуық арада қазақтардан келетін арыз шағым бөлімі деген бөлек департамент ашатын шығармыз, деп әлі де қауіптің толық сейілмегенін қалжыңмен жеткізеді. Айтпаса да түсінікті, бұл арыздың 90% ұлтшыл Ильястың үстінен жазылатын. Ильяс Қазақфильмде директор болып отырғанда шаң басқан қоймадан Темірбек ағасының кішкентай фотосын кездейсоқ тауып алыпты. Асыл азаматтың ғазиз бейнесін үлкетіп үйіне әкеп тергеледі. Министр болған күннің ертесіне оны өзімен бірге жұмысқа келеді де кабинеттің төріне салтанатпен іліп қояды. Қанабек Байсейітұлы келіп, бұл қалай болғаны дегенде, ол бұл кісі болмағанда мен министр, сен танымал әртіс болмас едің деуінің себебін енді тарқатамыз. 1933 жылы Темірбек Жүргенов Қазақ СССР-ның халық ағарту комиссары болып тағайындалды. Біздің тілмен айтсақ, білім мен мәдениетті қатар жүргізетін министр лауазымы. Бұл елде бір жыл бұрын алапат аштық болған. 6 миллион қазақтың жартысы бір жылда жер жастанған. Бұған дейін сән салтанаты дүрілдеп, ән, күй, жыр, ауыз әдебиетімен сыңсып тұрған қазақ даласы сұрықсыз қоғамға айналған. Енді өкіметтің күшімен қазақ мәдениетін құтқарып қалмаса, бұрынғыдай табиғи жолмен өзін ұстап тұра алмайды. Бұрын өнерпаз атаулының бәрін жомарт байлар мен ел жұрттың арқасында мәдени өнім беріп жүре беретін. 1928 жылы Кампескеден соң елде байқалмады. Совет өкіметі бай мен кедейді теңестіріп, мәдени кеңістікті қаңыратып жіберді. Шұғыл кіріспесе аман қалған 3 миллион қазақтың қолында қалған мәдени байлықтан да айырылады. Осыны түсінген Темірбек креслоға отырған күні іске кірісті. Алдымен халықтың музыкалық мұрасын жинауды бастады. Қазақ елінің тәуелсіз республика болуы осы нүктеден басталады. Өзіңнің дербес ел бола алатыныңа нық сенім керек. Ондай сенімді тамырын тарихтың тереңінен тартатын бай мәдени мұраңнан аласың. Мәдениеті құлаған халықтың бәрі тәуелсіз болуға тырыспайды. Міндетті түрде экономикасы қуатты әрі державаның қол астына кіргісі келіп тұрады. Қарындағы тамақ үшін өмір сүретін тобыр халыққа бұл ең тиімді тәсіл. Темірбек келерден бұрын Қазақстанның СССР құрамындағы саяси мәртебесі шатқаяқтап тұрған. Бұны мынадан білесіз. Әлсіз республикалар федерациясының құрамында автономиялық статуспен отырған. Соның бірі Қазақ. Салыстыру үшін қараңыз, 1922 жылы Ресей СССР, Украина СССР, Беларусь СССР, 1924 жылы Өзбек СССР, Түркмен СССР, Әзербайжан СССР, Армен СССР, Грузин СССР, 1929 жылы Тәжік СССР құрылған. Сол дәуірде Сталиндік конституция деп аталған бас құжат бойынша Советтік социалистік республика мәртебесін алғандар тең дәрежелі ел санатына енген. Тіпті заң бойынша олар одақтың құрамынан шыға алатын да құқығы болған.
1960 жылы Тәшенов заңдағы осы бапты пайдаланып, Хрущевті қорқытатыны осымен байланысты. Демек, 1936 жылы қазақ еліне мәңгі бақи Ресейдің құрамында тәуелді субъекті болып қалып кету туралы қауіп төніп тұрған. 1932 жылғы аштықтан соң қазақтар өз алдына ел болып кете алмайды. Мәдениеті мен экономикасы туралады, демографиясы қурады. Енді бұларды тергеуге алып, сөйлеу керек деген күбір-сыбыр Кремльде күшейіп тұрған. Темірбек мұның бәрінен хабардар. Ол қазақ елінің дербес республика бола алатын әлеуетін көрсету үшін Мәскеудегі 10 күндік шараға тыңғылықты дайындалған. Саяси сауаты жоқ артистер үшін бұл шара ойын-сауық сияқты көрінген, ал Темірбек үшін бұл тәуелсіздік мәселесі. 10 күндіктің сәтті өткені сонша, сол жылдың желтоқсан айында қазақ автономиялық социалистік советтік республикасы мәртебесін жойып, Қазақ социалистік советтік республикасы деген жаңа статус алды. Яғни басқалармен терезесі теңесті. Бір шетінен Кремль 1932 жылы геноцидтің жауапкершілігінен құтылу үшін аш пәледен қаш пәле деп бізді бөліп жіберуге асықты. Бұл тәуелсіз ел болудың бірінші қадамы болатын. 1991 жылы желтоқсан айында СССР тараған кезде осы мәртебені пайдаланып, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алып Ресейден бөлініп кетті. Конституцияда мұндай мәртебесі жоқ татар, башқұрт, шешендер Ресей құрамында қалып қойды. Шешенстан сол үшін екі соғысты басынан өткерсе де, сол күйі тәуелсіз республика бола алмады. Ел іші өнер кеніші деген мағыналы сөз бұрыннан бар. Бірақ 20-шы ғасыр бұл өнерпаздарға талантын тиімді пайдаланудың жаңаша нормасын ұсынды. Академиялық ортаға түсіп, табиғи талантын профессионализммен шыңдамаған дарын иесі тұрмыстың тауқыметінен жоқтыққа тез жұтылады. Осындай мәдени апатты болдырмас үшін оқуы озық елдер мәдени слет өткізеді. Бұл ел аумағында тарыдай шашыраған өнерпаз атаулыны бір жерге жиып, рухани қазынаңды безбендеп алуға септігін тигізеді. Слетта кімнің неге мұқтаж екені анық болады. Сосын әр талантты биіміне қарай ірі оқу орындарға, үкімет есебінен жөнелтеді. Осылайша мемлекет экономикалық өрлеуге түрткі болып тұратын мәдени қазынасын банкроттыққа жібермейді. 1934 жылы Темірбек нарком болған күннің ертесіне осындай слетті ұйымдастырды. Болжамы дәл шықты. Қазақ даласы талантқа толып жатыр екен. Бірақ өнер бұлақтарының көзі дұрыс ашылмаған. Осы слетта Темірбектің тұзағына түскен талантты қазақтар Мәскеу мен Ленинградтың оқу ордаларына тегін жолдама алады. Сондай таланттың біреуі Әбілхан Қастеев. Оны Мәскеудегі Крупская атындағы көркем сурет студиясына жіберіп, арнайы 3 жыл оқытып алдырды. Әйтпесе Әбілхан Жүргеновке жолыққанша мал бағып жүрген қойшы еді. Егер осы слет болмаса, суретшілік таланты ашылмас еді. Мұқан Төлебаев та осы слетта Темірбектің көзіне түсіп бағы жанды. Жамбыл, Нұрпейіс, Байғанин, Орынбай, Шашубай, Нартай, Бекежан, Тайжан Қалмағанбет сияқты халық ақындары да слетта танылып, үкіметтің қолдауына ие болды. Әйтпесе олар да ауыл арасындағы әңгімешіл көп қарияның бірі болып қалар еді. Дина сияқты мықты күйшінің бар екенін жұрт осы жиыннан білді. Бұл слет 1932 жылы алапат аштықтан кейін болған. Яғни апаттан аман қалған 3 миллион қазақтың ірілерін сүзіп алған. Осылайша ел еңсесін тез түзеді. Біз қаласақ та қаламасақ та тарихтың дөңгелегі осылай айналып жатты. Яғни қазақтар көшпелі өркениетпен қоштасып бір жолы отырықшы мәдениетке ауысты. Енді олардың мәдени сұранысын отырықшы өмірге қарай бейімдеуге мәжбүрсің. Темірбек осы істі де қолға алып, 1934 жылы жер-жерде кәсіпорындарда, ауылдарда көркем өнерпаздық ұжымдарын құрды. Музыка драма техникумында қазақ ән күйін зерттейтін ғылыми кабинет ашты. Сол кабинеттің жанынан халық музыка аспаптарын жасайтын шеберхананы және ашты. Көкшетаудан музыкалық аспап жасаушы шебер Қамар Қасымовты арнайы алдырды. Аштық апатынан соң ұлттық аспаптар жасайтын шеберлердің өзі жоқ болып кеткен. Олардың да қалған құтқан ұсталарын дереу үкіметтің қарауына алды. Темірбек ең алдымен Ленинградтың өнертану академиясының аспирантурасында оқып жүрген 27 жастағы Ахмет Жұбановты елге алдырып, домбырашылардан оркестр құруды тапсырады. Артынша оны ел шығып Ленинград композиторлар одағына жұмсайды. Мұндағы мақсат Қазақстанға шығармашылық көмек көрсететін профессионал музыканттарды тарту. Брусиловский мен Александров қармаққа осылай ілігеді. Брусиловскийге Қыз жібек операсын дайындауды тапсырады. Ол Жұмас Шанин Қанабек Пайсейітовті қасына алып, Қыз жібек операсына қажетті әндерді іріктеді. Олардың әндерді іріктеу мен орындауын Темірбек тікелей қадағалады. Халық әнін орындағанда ауытқып кетуге тыйым салды. Мүмкін болғанша әннің авторын дәл көрсетіңдер деп талап қойды. Тіпті ол декорация мен костюмның эскизіне дейін қарайтын, актерлардың тұрмыстық жағдайын қадағалап, әлеуметтік проблемасын дереу шешетін. Александровқа қазақ операсына би әзірлеуді тапсырды. Тізгінді берер алдында қазақтың тұрмысын зерттеңіз, әдет-ғұрпы мен оған тән қимылдарды талғай біліңіз деп қатаң ескертті. Қыз жібектегі және одан кейінгі билер осылай пайда болды. Шара Жиенқұлованы шақырып, Шара қарындас, сіз балерина биші боласыз. Қазақтың би өнерін профессионал деңгейге жеткіземіз. Әлемдік классика биін шама
жетер межеге дейін үйрен. Сен үшін Мәскеуден Александров деген бишіні алдырып отырмын. Ол осында балет студиясын басқарады, деді. Осы оқиғаны Шара өз естелігінде былай деп баяндайды. Профессор Александров әдісінде қазақ операсында би қоюға шақыртылған еді. Бірақ Жүргеновтің арнайы табыстауымен маған хореографияның жүйесін, техникасын үйретіп, бишілік білімімді ұштады. 2-3 жаңа би қойып беруді де міндетіне алды. Күніне 6 сағат тынымсыз шыр көбелек айналып, ұршықша зарылдау, көлденең керілген ағаш станоктан ұстап, аяқ қолды созып түрлі қимыл жасау денесі қатайып қалған 22-дегі әйелге оңай тиді деп ойлайсыз ба? Әлсіреп көтерем, тоқтыдай құр тері қалды. Көзім шүңірейіп, мойным ырғайдай болды. Неге биші болдым деп жылаған күндерім де болды. Былайғы балериналар 9-10 жастан оқып, аттай 9 жылда игеретін классикалық балет мектебін айналасы 5 жылда бітірдім. Сөйтіп қиын да күрделі өнер техникасын әжептәуір игеріп, профессионал балерина деген атаққа ие болдым. Тіпті Темірбек Шараны Лондонда өтетін дүниежүзі халықаралық биінің фестиваліне қатыстырмақ болды. Александр Артемьевичті шақырып алып, сізге тапсырма, шұғыл түрде Шараға 4 би үйретіңіз. Лондонға барамыз. Балбырауын, келіншек, былқылдақ және мерген деген билерді меңгеріп шықсын. Осы бидің аттарын бекітіп, фестивальға қатысуға өтініш жібердім. Екеуіңізге 15 күн уақыт беремін, дайындықты бастаңыздар, деді. Бірақ Шара апамыз Мәскеуге 12 күн жүріп жетемін дегенше, СССРден фестивальға қатысатын бишілер легі кетіп қалады. Бұлар кешігіп жарысқа үлгермейді. Өзбек бишісі Али Ардобсты алдырып, Айман Шолпан музыкалық спектаклін биін әзірлеуді тапсырады. Бидің техникасын қара жорға, қоян би, келіншек, соқыр теге, ақсүйек сияқты қазақ билерінен алуды қатаң ескертеді. Спектакльден соғды емес көшпелі қазақ мәдениетінің детальдарын көрініп тұруы керек еді. Айман Шолпан спектакліне музыканы Кацык жазды. Қуғын сүргіннен қашып қырғыз асып кеткен Жұмат Шанинді елге әкеліп, театрдың көркемдік жетекшісі етті. Театрдың көркемдік жағын Жұмат Шанин басқарғанымен репертуар тыңдау, сахналау, музыкасын тыңдау, суретшінің жұмысын тексеру, материалдық жағдайды реттеу, әрі қарайға көптеген жұмысын Жүргенов өз мойнына алды. Ол жерден қаста да қаржы тауып, өнерпаздардың жоқ жітігін түгендейтін Ахмет Жұбановтың мынадай естелігі бар. Бір күні ол жаңа ұйымдасқан оркестр ұжымымен сауат ашу жұмысын жүргізіп жатады. Партасы, үстелі жоқ, жер еденді үйде пешті тақта етіп сабақ өткізіп жатқанда Жүргенов кіріп келіпті. Ол партасыз, тақтасыз, қағаз қаламсыз өтіп жатқан сабаққа таңырқап, "Бұларың не, жоқ болса маған неге айтпадың?" деп ренжіпті. Ахмет қысылып, "Сіздің жұмысыңыз көп қой, мазаңызды алуға ыңғайсыздандым" депті. Сонда Темірбек: "Әй Ахмет, сен білесің бе, сен тарихқа қазақ деген халықтың жаңа заманға лайық ұлттық аспаптар оркестрінің тұңғыш ұйымдастырушысы болып енесің. Мен бүгін наркоммын, ертең нарком емеспін. Мен сенің оркестріңнен үлкенмін бе? Бұдан былай кез келген мәселеде маған тікелей кел, есігім ашық" депті. Тәуелсіз Қазақстанның мәдениет министрлері мұндай мінез бен ақыл парасаттан адыра қалғалы қай заман? 32 жылдың ішінде бірде-бір министр ұлттық өнер қорғандарымен жүзбе-жүз кездесіп, олардың мұң-мұқтажы мен тұрмыстық қиындығын жан жүрегімен елжірей тыңдап, проблемаларының жанкештілікпен шешіп беруге ықыласты болмады. Байқасаңыз, Темірбек Қазақстанның экономикалық ахуалы әлжуаз шақта ұлттық оркестрге қолдау көрсеткен. Ал қазір мұнай есебінен қаржы теңіз боп қойылған кезде мәдениет министрлері ұлттық өнерге бір мысқал үлес қоса алмады. Олар алдына барған өнерпаздарға министрлікте ақша жоқ деп аузын қу шөппен сүртуден танған емес. 1936 жылы Мәскеуде Қазақстанның 10 күндігі өтті. Бұған дейін қазақ мәдениеті бейпрофессионал жолмен насихатталып келген еді. Ал әлем жұрты табиғи жолмен жеткен мәдени құндылығын шашау шығармай ғылымға айналдырып, кейінгі ұрпаққа мирас етіп қалдыру үшін профессионализм деңгейін бағындырып жатқан. Бұл кезде қазақтың 1000 жылда бір туатын әнші, биші, күйші ақындары ел ішінде күтімсіз жүре беретін. Мысалы, 1920 жылдары мынадай таңғажайып тұлғалардың тарих сахнасына қатарынан шыға келуі Алланың мұғжизасы сияқты. Олар Әміре Қашаубай, Қажы Мұқан, Иса Байзақ, Құрманбек Жандарбек, Шара Жиенқұлқызы, Қалибек Қуанышбай, Күләш Байсейіт келіні, Қанабек Байсейітұлы, Ахмет Жұбанов, Жұмат Шанин, Манарбек Ержан сияқты таланттар. Өкініштісі, бұл жұлдыздар шоғырының саяси сауаты төмен еді. Олар өзінің Қазақстан тәуелсіздігі үшін қаншалықты маңызды өнер иелері екенін жете түсіне алмайтын. Қалай болса солай күтімсіз жүре беретін. Саяси түйсігі өткір Темірбек Жүргенов мұндай қас таланттармен таңғажайып тәуелсіз республика құруға болатынын терең түсінді. Олар талғамсыз тамақтанып, денсаулыққа зиянды ішімдікті қорықпай іше беретін әдетін тыйып, темірдей тәртіпке көндірді.
Әрқайсысына театр, опера, балет, оркестр сияқты мәдени орындар ашып берді. Шұғыл түрде Мәскеуде 10 күндік өткізіп, мәдени қуатын паш етпесе, бұл кезде Алматымен ешкім санаспай бара жатқан. 1936 жылы ерте көктемде Украин СССР өнерпаздары Мәскеуде өнерлерін паш етіп, ел екенін бір көрсетіп алған. Олардың ізінше Қазақстан жұлдыздары мамыр айында 300 адамдық группасымен Мәскеуге барып түсті. Бұған дейін Мәскеу жұртының қазақтар жайлы түсінігі таяз еді. Қазақтарды өнер білімнен кенде, 20 ғасыр цивилизациясынан мақұрым қалып, иен далада түйемен көшіп жүр деп ойлайтын. Бұлардың осындай таяз түсінігін сындыру үшін Темірбек Қыз жібек операсы кезінде сахнада тұратын киіз үйдің сән-салтанатын бай қылып көрсетті. Шымылдық ашылған сәтте сахнадағы көшпелі өркениеттің айғағы болған киіз үй залдағы көрерменді есінен тандырған. Қыз жібек операсы 4 сағатқа созылыпты. 10 күнде бірнеше дүркін қойылған осы операны адамдар аншлагпен тамашалапты. Бірінші қойылым біткен күні кәсіби өнертанушылар таңғажайып операны жан-жақтан талдап, жарыса мақала жазып жатты. Осы мақаланы оқыған ленинградтық музыканттанушылар дереу Мәскеуге қарай ағылды. Олар да әсіресе күләш басаған әншілердің шырқаған ән, күй, жырдың әуені мен мазмұны жайында құлаш-құлаш мақала жазып тамсанғанын жасыра алмады. Тіпті спектакль біткен соң әртістерді көру үшін көрермендер үлкен театрдың артқы есігіне жиналып оларды жүргізбей қояды. Осылайша ойламаған жерден Қазақ СССР-ның айбыны асқақтап шыға келді. Бірде Темірбек Парсының атақты шайыры Фирдаусидің шахнамасының қазақша нұсқасын іздеді. Оны бір кездері сыр бойында молда Оразымбет Жүсіпұлы аударған екен. Ол Қоңырқожа Қожықовты жұмсап сол қолжазбаны таптырды. Сөйтсе әйгілі шахнаманың жалғыз нұсқасы бір қойшының үйінде жатыр екен. Темірбек оны алдырған соң оқып шығып әйгілі шахнаманың ораз молда нұсқасы жайлы көлемді ғылыми мақала жариялады. Жүргеновтің осы мақаласы әлі күнге дейін шахнаманы зерттеудегі ең толымды әрі жан-жақты зерттеу ретінде бағаланады. Әдетте объективті құндылықты кімдер өндіреді? Оның қайнағы қайда? Себебі адамзатқа ортақ рухани құндылық бұл дүниенің ішінде жоқ, ол ғайыпта тұрады. Адамның таңғажайып қабілетпен жаратылуының хикметі осында. Діни түсінік бойынша адам ұрпағы пәк әлемнен сайтанға еншілеп берілген лас әлемге жіберілген. Сондықтан бұл дүниеде аяқты аңдап басып, бір шоқып екі қармасаң шалқаңнан түсіреді. Кіршіксіз пейілмен таза ниетті жүрегіңде саламат сақтамасаң, дүниенің ластығы ұйық сияқты сорып алады. Адам не үшін құдіретті? Әулие Құдай емес, Құдайдан былай емес деп айтады. Себебі ол көкірек көзін ашып, ғайыппен рухани байланыс орнатып, трансцендентті әлемдегі рухани құндылықты кеудесіне қондырып, тілінен оны сиқырлы сөз етіп түге алады. Сондай әулиелердің есебінен бұл дүниенің қараңғылығы білінбей, айнала жарықтанып тұрады. Осындай қараңғы қазақ қоғамының ғайыптағы сипаттағы құдіретті сөзбен зейнеттеуге өлшеусіз үлес қосқан әулиенің бірі Тұрмағамбет Істілеу. Темірбек қолына тізгін тиген бойда Тұрмағамбет жырауды Алматыға алдырды. Материалдық мәселе мазасын алмас үшін оған дереу жалақы тағайындады. Жайлы пәтерге жайғастырып, мынадай жұмыс тапсырды. Фирдаусидің шахнамасын Назира дәстүрімен қайта жазып шығу керек. Жырау бұл міндетті 10 айдың ішінде артығымен орындап шықты. Құрметті оқырман, қалай ойлайсыз? Алматыда отырған ірі шенеунік алыс аймақта жүрген жырауды қайдан біледі? Оны білетін себебі әкесі қара 6 жасар Темірбекті Тұрмағамбетке ескіше оқуға берген. Әуелі ол Қауынбай Мұхамеджан деген ауыл молдасынан қатты таниды. Сосын Тұрмағамбеттен парсызша үйренеді. Ал Тұрмағамбет Бұхара шәріпті бітіріп келген ғұлама болатын. Ол бала Темірбектің жүрегіне елге қызмет ету деген ең ұлы мұратты жазылмайтын дерт қылып сіңіреді. Оның Темірбекке жататқан өлеңінің бірі мынау еді. Шәкірттер, бір-біріңмен ұрыспаңдар, мінездің мінін алып дұрыстаңдар. Жолына жамандықтың жақын бармай, күтініп күн ілгері жылыстаңдар. Күшіктей күжірейіп бір-біріңмен ұстасып, от басында жұлыспаңдар. Себепсіз сотанақтық қылғандарды кезге сап қызыл тілмен қылыштаңдар. Жасыңнан оқу оқып үлгеренде ел билеп ұлғайған сон тыныстаңдар. Болайын жақсы жігіт дегендерің, ұстаздың осы айтқанын шын ұстаңдар. Тұрмағамбеттің қолында парсы тілін жетік үйренген Темірбек кейін Тәжікстанға барғанда жергілікті жұртпен тілмәшсіз сөйлескен. Ең қызығы ол жақта Садриддин Айнимен қызметтес болады. Ол Бұхарада Тұрмағамбетпен бірге оқыған ғұлама болатын. Темірбек 1929 жылы Душанбеде қаржы министрі қызметін атқарғанда Тәжікстанға бөлек республика статусын алып берді. Тәжік СССР атанып, ол да өзге СССР елдерімен тең дәрежелі статусты иеленді. Темірбек болмағанда әліге дейін тәжік жұрты Өзбекстанның бір автономды субъектісі болып жүрер еді. Кім білсін.
Темірбек Жүргеновтың негізгі мамандығы жер өлшеуші, кадастр. Уфа қаласында бітірген. Бала күнінен жан дүниесі құндылыққа көміліп өскесін, қандай оқу оқыса да руханият пен мәдениетке тартылып тұратын. Ол кезде ауыл аймақтағы жыршылар мен ілім ұстаған ишан, хазіреттер қазақ қоғамын құнарлы сөзбен бағып отыратын. Бұл ортада өскен бала болмысынан қайраткер болып қалыптасатын. Оны мына дерекке қарап білесің. 1921-1923 жылдары Темірбек Орынборда жүргенде Александр Затаевичпен танысты. Ол қазақ музыкасын жинап жүреді. Қазақтың әні тұрмақ титтей әуезіне дейін тірнектеп жинап жүрген жан кешті Затаевичке Темірбектің жолығуы аспаннан ақ күміс жауғандай әсер етті. Жалындап тұрған жігіт оның қоржыны музыка қазынасымен толтырып жіберді. Затаевичтің риза болғаны сонша Темірбек жайлы бүй деп жазған. Бұл қазақ білімді, интеллигент екен. Маған Сырдария әндері мен Хиуа жақта тұратын қазақтардың әуенінен бағалы мәліметтер берді. Бұл сол кездегі көкірегі рухани құндылыққа армансыз қаны өскен кез келген қазақ баласына тән мінез болатын. Себебі кеудеге қойылған құндылықтар тыпыршып, иесіне тыныштық бермейді. Олар мені болмыстар әлеміне жібер. Мен де барлық әлеміне еніп, өзімді бар сезінгім келеді. Бұл дүниеде бар боп тұрғаннан басқа бақыт жоқ деп экзистенциялық қысым жасайды. Керісінше құндылықта мақұрым қап қуыс кеуде тепке айналған бейшаралар рухани қазынаны аяққа таптап жүре береді. Сондықтан ол замандағы кеудесі бай азаматты қандай оқуға салсаң да мәдени ағартушылық салаға бір иығын беріп тұрады. Мәдениетке, әдебиетке, руханиятқа тікелей қатысы болмаса да жанама түрде жаны ашып сол саланың жалындап тұруына үлес қоспай тұрмайды. Мысалы, мамандығы жер өлшеуші болса да Темірбек өз бетінше қазақ ақындарының өлеңі мен толғауын жинастырған. 1924 жылы Терме деген атпен жарыққа шығарған. Кейін 1936 жылы Кеңес одағының астанасында өтпек әйгілі 10 күндік қарсаңында жинақты едәуір толықтырып жаңадан алғысөз жазды да қазақ халық ақындары деген атпен екі тілде бастырды. 1923 жылы Темірбек Орта Азия университетінің заң факультетіне оқуға түсті. Зерек қабілетін байқаған басшылар оны 4-ші курсында Ташкент педагогикалық университетіне ректор етіп тағайындады. Бұл жаңадан ашылған университет болатын. Құрметті оқырман, сіз Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін білетін шығарсыз. Тарихына үңілсеңіз, бұл университеттің қабырғасы әу баста 1926 жылы Ташкентте қаланған. 2 жылдан соң Алматыға көшкен. Темірбек осы университетке ректор болып тағайындалған. Сонда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің алғашқы ректоры және университет қабырғасын қалаушылардың бірі Темірбек. 28 жастағы ректор оқуға алғаш студент қабылдағанда 80 бала өтініш беріпті. Оның 49-ы сынақтан өтеді. Олардың 47-сі қазақ, 2-і өзбек екен. Осыған қарап Темірбек емтиханда қазақтарға болысып, ұлтшылдыққа, жершілдікке салынып, оларды көбірек түсіруге тырысты деп ойлап қалмаңыз. Оны түсіну үшін Ресей империясы тұсында Ташкентте қызмет еткен орыс офицері Кошиннің «Пол жизни в Туркестане» атты естелігін оқысаңыз жетіп жатыр. Офицер мына нәрсені байқаған. 20 ғасырдың басында Ташкенттегі сарттар орыс оқуына құмар болмаған. Олар ескіше оқимыз деп схоластикаға ұрынған. Яғни түсінсе де түсінбесе де діни мәтіндерді меңіреу кейіпте жаттай беретін. Қазақтар қай жерде де озық оқу бар, сол жаққа ауып кете беретін. Тіпті Шымкенттің бір байы Кошинмен таныстығын пайдаланып, 6 жасар ұлын офицердің үйінде жатқызған, баласына орысша үйретуге көндірген. Сондықтан да 1920 жылдары қазақтардың университетке көптеп түсуі, алаш зиялыларының қаптап шығуы, заманға тез бейімделуі заңды құбылыс еді. Жергілікті халықтың интеллектуалдық деңгейі қатты көтерілмеген, себебі схоластиканың шырмауынан шығып үлгере алмай жатқан еді. Сол себепті Өзбекстан басшылары шамшырақ боп жанып тұрған Темірбекті 3-4 жылдан кейін Өзбек СССР-ның ағарту комиссары етіп тағайындайды, яғни ағарту министрі. Күш-қуаты тасып тұрған Темірбек бұл саланы өрге сүйрей жөнеледі. Құрметті оқырман, Өзбекстанның мәдениеті мен білімін көтерудегі Темірбектің ерлігін тауысып біте алмаймыз. Себебі ол министр болып тұрғанда Өзбекстанда 4600 мектеп ашылған, 500 миллионнан аса баланың сауаты ашылған. Самарқан, Ферғана, Бұхарада да жоғары оқу орындары пайда болған. Хамза мемлекеттік драма театрының іргесі қаланған. Облыстар мен аудандарда да театрлар ашылып, 3 жылдың ішінде өзбек жұрты СССР-дегі сауатты һәм мәдениетті ел қатарына көтерілген. СССР-дағы Сондықтан Темірбектің ерен істері болашақта жеке кітапта қажет ететін тақырып. Біз бұл кітапта мәдениет майданындағы тарихи тізбекті түсіндіру үшін ғана Темірбек Жүргеновке аз кем тоқталдық.
1933 жылы оған Қазақстан өкіметінен ұсыныс түседі. Темірбек бірден келіседі, сөйтіп Қазақстанның ағарту комиссары болып іске кірісіп кетеді. Өзбекстанның сол кездегі басшысы Файзулла Ходжаев бізден құт кетті деп бармағын шайнап қала беріпті. Ходжаев айтқандай, Темірбек расымен де қазақ даласына келген құт еді. 3 жыл ішінде қазақ мәдениеті мен білімін өрге сүйреді. Ауылда аралап жүріп 4000-нан аса мектеп салды. 1935 жылдың өзінде 6587 бастауыш, 742 орта мектеп жұмыс істеп тұрды. Сауат ашқан оқушылардың саны 1 миллионнан асты. Қазіргі Қазақ ұлттық университеті мен политехтің қабырғасы қаланды. Ауыл шаруашылық университеті мен мединституттың базарлары нығайды. Одан бөлек Қазақстанның 7 облысында 7 институттың қазығы қағылды, 50 техникум ашылды. Қазақ даласындағы рухани құндылықтар алғаш рет осы наркомның тұсында жинақталып, мәдени ошақтарға айналды. Яғни театр, опера, балет, оркестр, ансамбль, труппа, хор болып қанат қақты. Опера мен балет театры, қуыршақ театры, көркем сурет галереясы, кітапхана сияқты 100-ге жуық мәдени ошақ бар. Өзбекстаннан Қазақстанға ауған осы құтты Сталин 1938 жылы құртты. Осы тараудың қорытындысы ретінде Темірбектің қазақ тіліне қатысты күрескер мінезін үлгі ретінде айтып өтейік. Темірбек кез келген мәжілісті қазақ тілінде жүргізген. Тіпті жиналыста орыстар отырса да салтанатынан жаңылмайтын. Ол жайлы Брусиловский қызық естелік айтады. Бір күні 30 шақты адам мәжілісте отырмыз. Қарағандылық Орлов пен мен ғана қазақша білмейміз. Бірақ наркомнан бастап бүкіл қызметкер қазақша сөйлеп отыр. Мен мұндайға көндігіп кеткем. Орлов түк ұқпай мазасы қашты. Шыдай алмай орнынан тұрды да, жолдас Жүргенов, жайынды қазақша емес орысша өткізесіз бе деп өтінді. Неге орысша сөйлеуім керек, деді Темірбек. Себебі мен ештеңе түсініп отырған жоқпын. Сондықтан бәрімізге ортақ түсінікті тілге ауыссаңыз дұрыс болар еді, деді. Жүргеновтың маңдайы жайырылып, қабағы түйіліп, көзі қырандай өткірленіп шыға келді. Әмәнді дүрдиіп тұратын астыңғы ерні одан сайын торсия берді. Жұрттың бәрі бүкшие түсті. Зал тым-тырыс. Әй Орлов, жолдас, сен қайда отырғаныңды білесің бе деп ашу кернеді. Сөз күркіреген найзағайдың үніндей жайпап өтті. Біз қаһарлы дауыстың үрейінен үрпеген балапандай бүрісіп қалдық. Орловтың тілі байланып қалған, өңі құп-қу боп-боз, жігері жасып, мысы басылып қалды. Әй Орлов, саған айтамын, қай елде жүргеніңді білесің бе деп ол даусын жуандатып. Орловта үн жоқ, кінәлі баладай төмен қарап тұр. Қазақстанға келдің бе? Мұнда жұмыс істеп тамақ жедің бе? Сол елдің мемлекеттік тілін білуге міндеттісің. Бір ауыз қазақша түсінбей қазақ әндерін қайтып зерттеп жүрсің деп ұрсып тастады. Көзімнің қиығымен Орловқа қарасам, самайынан суық тер сорғалап бара жатыр. Құдды бір сүтке тиіп ұсталып қалған күшіктей. Залда әлі өлі тыныштық. Темір наркомның қаһарына ілігіп кетпейік деп бәрі сақтанып отыр. Енді бізге өз ана тілімізде сөйлеуге мұрсат ететін шығарсың, деді Жүргенов ашуы тарқағандай. Орловтың ләм деместен қайта-қайта басын изеп, орнында отыра берді. Дүмпу осымен тәмам болды да мәжіліс әрі қарай қазақша жалғасып кете берді. Ұлт көсемі Әлиханның ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген атақты афоризмін осы жерден көруге болады. Ол кезде қазақтың намыс өлмеген, басшыларға құлдық психология сіңбеген, асқақ рух пен сарқылмас қайратты өз тарихы мен қонарлы мәдениетінен тікелей тартатын тұлғалар ешкімнен ықпайтын. Қазіргі басшылардың 99-ы қазақ, бірі орыс отырған жиналысты орысша өткізетін бейшаралығы құнарлы топырағынан тамыры ажыраған кезде басталған дерт. Төл мәдениеті мен ана тілінің бай құндылығын сезіне алмаған қуыс кеуде типтер ұлттық позицияны қорғай алмай, өзін де жұртын да масқара қылып жүре береді. 29 жасар Темірбек ректор кезінде 1927 жылы Еңбекші қазақ газетіне мектептің тілі мен түрі деген мақала жазды. Онда бүй дейді: біздің алдымызда мектептің түрі тілі қалай болады деген мәселе тұр. Республикадағы оқу жұмысы жалғыз бастауыш орта мектеппен бітпейді. Біздің ағарту жолындағы көздеген мұратымыз қазақ халқын әлемдік мәдениетке жеткізу. Олай болса бастауыш орта оқумен қатар жоғары оқу жөнінде де қам қылу қажет. Сондықтан Қазақстандағы жалпы оқу жүйесі қалай қойылуы керек деген сауал туады. Қазақ жұртын әлемдік мәдениетке жеткізу деген не? Ол жер жүзіндегі өнер білімді қазақша оқитын етіп, халыққа білгізу деген сөз. Олай болса бізде бастауышта, ортада, жоғарғыда оқу орындары өз тілімізде болуы керек. Осының бәрінде оқу қазақша болса, жер жүзінің өнер біліміне қазақтың қолы жетеді. Мәдени айдау. Гүлжан Талпақованың Болгариядағы фестивальден даңқы шығып, күміс медаль тағып, Огонек журналына ұлттық киіммен жарқырап шығуы саяси элита арасында гүрілдеген әңгіме туғызды. Өзбекәлінің жанкешті еңбегі жеңіспен аяқталды. Гүлжанның жеңісімен бірге оның да атағы абыройы аспандап кетті. Өзбекәлінің сол кездегі көсем тежелмек пен майлы қасықтай араласуы кәрі коммунистердің үрейін ұшырды. Кремльдің тапсырмасын бұлжытпай орындауды ғана білетін функционер шенеуніктерге ізденімпаз, ұлтшыл, жасампаз,
Жас комсомолдың арында балға жылжуы қауіпті көрінді. Одан бөлек Өзбекәлі сол заманда даңқы дүниені дүбірлетіп тұрған Юрий Гагаринмен де жақсы жолдас еді. Жолдас болғаны сонша Мәскеуде өткен үлкен жиындарда Гагарин Өзбекәлімен қатар отыратын. Тіпті екеуінің бірге түскен фотосы да бар. Гагарин Өзбекәлінің терең білімі мен жасампаз қасиетін ұнатып, оған ғарышқа ұшқан қол сағатын сыйлаған. Ол сағатты Өзбекәлі Алматыдағы бір музейге тапсырған екен. Кейін ол сағат жоғалып кетті. Коммунист басшыға тән мынандай қулық бар. Тағыммен таласады-ау деген жас қайраткер көрсе, ертедегі ақымақ қанның жас баланы барса келмеске жұмсағаны сияқты инфраструктурасы дамымаған алыс аймақтарға екінші не үшінші хатшы етіп мәдени айдауға жіберетін. Бір қарағанда көп көрім хатшысың. Кабинетің, көлігің, пәтерің бәрі бар. Бірақ бірінші хатшыға тәуелдісің. Қажыр қайратыңды артта қалған аймақты көгертуге жұмсап жүргенде өзің де сарқылып бітесің. Ол кезде сені орталық комитетте танитын ықпалды фигурада қалмайды. Мұндай айдаудан ілуде біреу болмаса, екінің бірі абыроймен оралмайды. Көбісі сол жақта саяси жігері мұқалып, қызметтің арзан бір түрін қанағат тұтып, мәңгі бақи қалып қояды. Мұндай қулық Өзбекәліге таныс. Сені торғайға хатшы қылып жібергелі жатыр деген хабарды естіген бойда ол бірінші хатшы кім болады деп сұрады. Себебі мың жерден қажыр қайратың тасы, білімің жетіп, идеяң төгіліп тұрса да бірінші басшы әпербақан біреу болса бәрі зая кетті деген сөз. Ондай басшы ертең абыройы асып кетіп, өзімді төңкеріп жүрмесін деген үрейге мата алып жатса тұрса орынбасарының тіресін тістеп желкесін құюмен болады. Бірінші хатшы Сақан Құсайынов деген кезде Өзбекәлінің көңілі сәл орныққан. Бірақ аздап күдігі де басым. Себебі бір жиында Сақан Өзбекәліні меңзеп жайсыз пікір айтқан еді. Осыдан секем алған Өзбекәлі ішкі сақтығын нығайта түсті. Алматыдағы кәрі көсемдерге де керегі осы. Қол астындағылар бір-бірімен бақталас болса, бұларға соғұрлым жақсы. Қай жеңгені менікі деп отыра береді. Көп ұзамай Қонаевтың кабинетінде Торғай облысын құратын кандидаттар бас қосты. Олар бесеу еді: Құсайынов, Тропимов, Голубенко, Герасимов, Жәнібек. Өзіңіз байқағандай Өзбекәлі тізімнің соңында тұр. Яғни өзгелерге қарағанда шені төмен. Екіншіден, сол кездегі советтік тәртіп бойынша екінші басшы орыс ұлтынан болуы шарт. Өзбекәлі Торғайға 5-ші хатшы болып барады екен деген хабар Алматыдағы саяси элита арасында үлкен дүмпу туғызды. Себебі комсомолдың бірінші хатшысы болу үлкен лауазым еді. Ықпалы да зор. Тіпті министрлер санасып іс қылатын. Елдің бәрі Өзбекәлінің потенциалын көріп, ол өрлей береді. Керек болса Мәскеуге дейін өсе алады деп палашып болжап жүрген. Осындай перспективасы зор, аса білімді кадрдың құлдилап керек етуі түсініксіз жағдай еді. Өзбекәлінің жақтастары бұған кәдімгідей наразы болды. Бірақ күш қазандай қайнағанмен күресуге дәрмен жоқ. Ол 5 хатшы ертесіне бас көсемнің алдында өтіп, батасын алып келу үшін Мәскеуге аттанды. Ол жақта Брежнев қабылдады. Өзбекәліден басқасы қобалжығаны сонша түнімен дөмпекшіп ұйықтай алмады. Бұған дейін де Брежневті көріп, оның салмақсыз басшы екенін біліп қойса керек, Өзбекәлі алаңдамай кешкі тамағын ішіп, жақсылап тынығып алды. Расымен солай болды. Бас хатшы кабинетінде спорт курткасымен отыр екен. Торғайға қатысты сұрақ жауап аяқталған соң, көсем сол жерде Қонаевпен байланысады. Бала ұқсап: «Әй Димаш, мен бүгін ірі қабан атып алдым. Өткен жолы екеуміз атып алған қабан мұның жанында торай дерсің», деп лепіріп отыр. Өзбекәлі ішінен Леонид Ильич қартая бастапты деп ойлады. Бұл қартайып қалжыраған басшымыз одан кейін де билікте 12 жыл отырып әбден алжып, қаусап барып өлді. 1970 жылы 23 қарашада Торғай облысын құру жөніндегі жарлыққа қол қойылды. Қонаев бұларды ертіп арқалыққа келді. Салда жұртқа таныстырып тұрып, мына Өзбекәлі өзі арыз беріп, осы жаққа сұранып келді деп қойып қалды. Жұрт ду қол шапалақтады. Сасып қалған Өзбекәлі амалсыз орнынан тұрып жұртқа бас изеп сәлем берді. Жиналыс біткесін Торғайдың 3 қариясы бұған келіп: «Сен шынымен сұранып келдің бе? Ана кісінің айтқаны әдемі әңгімеге ұқсайды екен. Мәнісін өзің айтшы», дейді. Саяси интриганы жақсы білетін әккі шалдар бір нәрсені сезетіндей. Өзбекәлі сыр алдырмай: «Дуалы ауыздан шыққан әңгімені өздеріңіз естідіңіздер. Оған не алып қосайын», деп сыпайы құтылып кетті. Жиын біткен соң Қонаев ұшаққа отырды да: «Алматы қайдасың?» деп тайып отырды. Ол кезде арқалықта ұшақ қонатын алаңда жоқ еді. Ан-24 тақтайды тегіс далаға қонатын. Ұшақ көтеріліп көз ұшына жеткенде барып, Сақан Құсайынов өзінің қай жаққа келгенін енді түсіне бастады. Іздегенім осы ма еді дегендей басы салбырап, ұнжырғасы түсіп кетті. Ұшақ көрінбей кеткенше тапжылмастан аспанға қарап ұзақ тұрды.
Әлгі шалдардың әдемі әңгіме дейтіндей жөні бар. Себебі басқа кадрды былай қойғанда 5 хатшыны жайғастыратын облыста жайлы мекен жоқ. Бірінші хатшы жұмыс кабинетіне қонады. Ал өзбек әлі не қонақ үй емес, не жатақхана емес түсініксіз ғимаратқа келеді. Бөлмеге кірсе ішін қар басып қалыпты. Терезенің қуысынан үрлеген қар еденде үйіліп жатыр. Бұған дейін Мәскеуде Гагарин, Чижниковтермен араласып әсем қала Алматыда өмір сүрген өзбек әліге бұл нағыз мәдени айдау еді. Өзімен еріп келген комсомолдың кейбір қызметкері жатақхананың кухнясына орналасқан. Ол кезде ыстық су тұрмақ, мұздай суды екінші қабатқа шығара алмайтын. Судың жоқтығынан қыстың күні даладағы қарға жуынатын. Райса Райымбекқызы бүй деп естелік айтты. Бір күні ұйқыдан тұрсақ, мұздай су тағы жоқ. Қарға жуынғанмен ішетін су таппай тентіреп кеттік. Бір кезде біреуі өз ағаның бөлмесінде бөшкеде су бар. Кеше көргем, ол ауданға сапармен кетіп қалды. Вахтадан кілтін алайық та сол сумен шай ішейік деді. Бәріміз қостай кеттік. Кілтті алдырып өз ағаның бөлмесіне басып кірдік. Расымен бөшкеде су тұр. Қуанышта шек жоқ. Дереу шай қойып дастархан жасадық. Сөйтіп енді отыра бергенде есік сарт етіп ашылды да өз аға кіріп келді. Жүрегіміз тоқтап қала жаздады. Бірақ ол ұрсудың орнына игі жақсы жиналып қалыпсыңдар. Ас иесімен дәмді деген. Неғып мені шақырмай өздерің тойлап отырсыңдар деді әзілдеп. Сол кезде ғана жүрегіміз орнына түсіп, кең тың сала бастадық. Ол түк болмағандай дастарханға жайғасты да жексенбі күнгі демалысты бізбен өткізіп, сол жерде қазақтың бірнеше дәстүрлі әнін орындап берді. Торғайдың тозуы. Бұл кезде Торғай облысының орталығы арқалық. Күрделі инфрақұрылымды айтпағанда қарапайым әлеуметтік саласының өзі ілініп әзер тұр. Теледидар болса да жоқ. 1930 жылы Мәскеудегі көсемдер біз одақты радиомен түгел қамтыдық деп жаһанға жар салған еді. Бірақ сөз жүзінде жасалғандай. Арада 40 жыл өтсе де радио арқалықтың 30%-ына ғана барған. Ауылдық жерде дүкен, медпункт, монша сирек кездеседі. Қаланың өзінде универмаг, амбулатория, ресторан деген атымен жоқ. Өркениеттің нышанын білдіретін бір ғана орын сақталған. Ол 25 адамдық жалғыз монша. Ал Совет өкіметі сол уақытта Кремльге бүйрегі бұрған жер шарының түкпір-түкпіріндегі Лаос, Вьетнам, Ауғанстан, Куба, Солтүстік Корея, Венесуэла сияқты тіпті Африканың мешел мемлекетіне дейін көмектесіп, ақшаны вагонымен төгіп жатқан. Білікті инженерін сол елдерге жұмсап, мектеп, аурухана, университет, көпір, монша, әуежай соғып, есепсіз жарылқады. Осылайша Совет өкіметінде ит басына іркіт төгіліп жатқанда Қазақстанның қақ жүрегінде тұрған арқалық аймағы неліктен мұнша тосып кетті. Оның да ауыз толтырып айтар себебі бар. Ресей империясынан бері шовинист орыстар қазақты бағындыра алмай жанталасып жатқан. Бұл кезде башқұрт пен татар езіліп, олардың алды шіркеуге барып шоқынып біткен. Ал Торғай даласы қазақтың қайнаған тіршілігінің отаны. Тарихшы Жамбыл Артықбаевтың пайымынша ұлтшылдық дерті алғаш осы аймақтан шыққан. 19 ғасырдың аяғында Ресей империясы қазақ балаларын орысша оқытып бастады. Бұл бір шетінен жақсы үрдіс. Орыс оқумен көзің ашылып, әлемге ілесесің. Бірақ қауіпті тұсы және бар. Санаутсы орыстанған қазақты діннен айырып шоқындыру оңай. Соғыссыз ақ ұлт ретінде жоюға болады. Осылайша қазақша оқулықтың жоғынан балалар сауатын татарша не орысша ашып жатты. Тілге, дінге, салт дәстүрге шабуыл басталды. Бұрын жаугершілік заманда ел шетіне жау келсе, батырлар артқа қонып майдан даласында соғысатын. Ал бұл көзге көрінбейтін, саусаққа ілінбейтін жау ұлттың санасына шабуылдап жатты. Халық онымен қалай күресудің жолын білмеді. Баласын мектепке бермейін десе, ұрпағы сауатсыз болады. Оқытайын десе, тілі мен санасы орыстанады. Осы кезде Ыбырай Алтынсарин ұлтшылдықтың оттың ұшқынын жарқ еткізді. Ол қырда алғаш қазақ мектебін ашып, шәкірттің жүрегіне ұлттық рухтың ұрығын екті. Бақылаушы органдарға қазақша сабақ өтпесем болмас, жұрт діні бөтен деп менен қашып жүр. Сол үшін қазақша оқулық шығаруға рұқсат етіңдер деп хат жаза бастады. Ақыры мектеп оқулығын қазақша жазып шығарды. Тәрбие сағатында өтетін пәнге қиса сүл әнбияның қисаларын қолданды. Алтынсарин феномені Торғай даласында жаңаша толқын туғызды. Ұлт ұстазы Ахмет те сол мектепте білім алған. Ыбырайдан басталған ұлтшылдық идея Ахметте жағып, одан Міржақыпқа ауысады. Осылайша ортаға оян қазақ деген ұран тасталады. Бұл рухани дерт асқына келе семейдегі оқыған азаматтарды жаралайды. Осы дерттің екпінімен 1918 жылы Алаш өкіметі құрылады. Оның көсемдері 1937 жылы репрессияға ұшырап атылып, біткенше мектептегі пәндерді қазақша жазып тастады. Солар жаққан ұлтшылдық толқыны әліге дейін басылған жоқ. Бұл мектептің екпіні Спандияр Көбеев, Бекет Өтетілеуұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, қазақ қыздарынан шыққан алғашқы ғалым Назипа Құлжанова, алаш заңгерлерінің бірі Ахмет Бірімжан, Ғабит Мүсірев,
Бейімбет Малин, Сұлтанмахмұт Торайғыр, Мұхаммедсәлім Кәшім, Ильяс Омар, Сырбай Мәулен, Ғалым Байназар, Қойшығара Салғараұлы, Төлен Әптік сияқты зиялыларды дүниеге әкелді. Оқыған азаматтар қазақтың тілін, әдебиетін, мәдениетін, ән күйі мен жырын күшейтіп халықты оятып жатқанда 1916 жылы Амангелді Иманов патшаға қарсы көтеріліс бастады. Бұл империяның жүйкесін жұқартқан жағымсыз оқиға болды. Қазақтар одан сайын рухтанды. СССР орнаған соң Ахмет пен Міржақып Алаш қозғалысының ұйытқысы болды. Алаш атауын да айналымға енгізген осы екеуі. 1937 жылы олар атылғанда, олардан тәлім алғандар мәдени майданда қыбын тауып жалғастыра берді. Қадыр Мырза Әлінің мына бір өлеңі торғайдың тарихтағы мәні мен миссиясын аша түскендей. Ел басын төнген шақта қара аспан, ер азамат бір-біріне қарасқан. Еркіндікпен елдік үшін торғайдай шырылдаған торғайсың сен о бастан. Талай заман өтті үстіңнен бұл артқан. Топ жаңартып, көне етікті ұлт артқан. Ақындарың алдаспанмен жыр жазып, тұлпарларың тұяғымен күй тартқан. Сондықтан Кафаген түгел қирауы керек деп Рим сенаты үйреленгендей Совет өкіметі үшін Торғай даласы бүлік пен бұлқыныстың ошағы саналған. Советтер мақсатына жетіп те қалған. Торғай жұрты бұрынғыдай көшіп қонып жүре алмайды. Ал модерн байланыс жолдары атымен жоқ. Осылайша экономикалық қысымнан бөлек мәдени вакуумда тұншығып жатқан кезде Торғай даласына Ильяс Омаровтың көзін көріп, ұлтшылдықпен ауырған Өзбекәлі Жәнібек келеді. Назарбаев кезінде Алаш идеясының тууына себеп болған Торғай мен Семей аймағы облыс ретінде таратылды да кері кетті. Бір қазаға дүрілдеп тұрған Торғай облысының неліктен 2 рет ашылып, 2 рет жабылғаны түсініксіз. Семей облысы былтыр ғана президент Тоқаевтың пәрменімен қайта құрылды. Ал Алаш жұртына толқын туғызған Торғай даласының күні бүгінге дейін қараусыз артта қалып келе жатқаны түсініксіз. Торғайдың түлеуі. Өзбекәлінің негізгі мамандығы тарихшы. Бұл өлкенің қазақ тағдырында қандай қилы кезеңді бастан кешкенін жақсы білетін. Бұған дейін де өнер саласына ден қойып, қазақ этнографиясын түбінен қопарып зерттеуді жолға қойған. Сондықтан Торғайға өз еркімен сұранып келген ол, бір шетінен осы зерттеу жұмысын байытып алатын болдым деп кәдімгідей қуанған. Ең бірінші қазақтар тығыз қоныстанған Жангелдин және Амангелді аудандарын аралайды. Ондағы мақсат мектептегі білім беру жүйесін тексеру. Себебі қараңғылық мектептегі сапасыз білімнен басталады. Күдігі расқа шықты. Орыс тұрмайтын ауылдарда орыс сыныбын ашып тастаған. Қазақ сыныбында 43-45 бала сыймай отырса, орыс сыныбында 4-5 оқушы ойнап отырған. Қазақ сыныбы баланың көптігінен оқи алмайды, ал орыс сыныбы орысша сабақ беретін мұғалімнің жоғынан дүбірі айналған. Яғни оқушыда қазақ, мұғалімі де қазақ, бірақ оқулықтары орысша. Ұстаздар орысша оқулықпен дәрісті қазақша түсіндірген. Орыс сыныбын аштырып баласын оқытқандар совхоз директоры, парторг, ауыл кеңесінің төрағасы, бас бухгалтер, бас агроном сияқты лауазымды кісілер. Яғни баламыз орысша оқыса жерде қалмайды деген таяз түсінікпен ашылған. Осының кесірінен мектеп не орыс емес, не қазақ емес дүбәрә күйге түскен. Бір күні Өзбекәлі Торғайға сапармен келіп қалған оқу министрі Балахметовты осындай сыныптың біріне әкеліп ашық сабаққа қатыстырады. 7-ші А сыныбындағы озат оқушы тақтаға шығып орысша 3 сөз жазған кезде 3 қате жібереді. Мұндай сорақыны көргенде министрдің өзі таңғалады. Өзбекәлі осыны пайдаланып, көрдіңіз ғой жолдас Балахметов, орыс мектебінің сиқы осы, қазақ ауылына орыс сыныбын ашудың қажеті жоқ деген нұсқау хат беріңіз. Мұндай бешаралық бізде ғана емес шығар деген. Министр оған коллегияда қараймыз дейді де жым-жырт жоғалып кетеді. Бұдан кейін Өзбекәлі облыс басшысы Сахан Құсайыновтың кабинетіне кіріп, ақсап жатқан білім саласын қайта-қайта көлденең қоя береді. Бір қызық Өзбекәлінің әруағы асты ма, әлде Сахан өзі де іштей түйсінді ме, оған қарап, әй Өзбекәлі, өзіңе не керегін менен жақсы білесің, маған күнде келе берме, біреу сені тыңдамаса өзім басқаша сөйлесемін деді. Осылайша Өзбекәлінің қолына тежеусіз билік түсті. Сахан сауатты экономист, бірақ идеология мен мәдениет саласын жетік білмейтін. Бұл салада шабан екенін жасырмай бір жиында несін жасырайын, өмір бойы мемлекеттік жоспардың орындалуын қадағалаумен айналыстым. Ал идеологияны менен жасы кіші болса да Өзбекәлі көп біледі. Сондықтан оның ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс деп төтесін қойды. Үзілісте Өзбекәлі: Сәке-ау, бірінші хатшы идеология жұмысын білмейді деп айтуға бола ма? Сәке-ау, бірінші хатшы идеология жұмысын білмейді деп айтуға бола ма? Мұнан кейін ел жұрт біз жайында не ойлайды, деді ол. Ол не ойласа, оны ойласын, онда жұмысым жоқ. Әлде сенің менен көбірек білетініңді ел жұрт аңғармайды дейсің бе, деп сөзді доғарды. Шыны керек, ол заманда мұндай басшының Өзбекәлі сияқты дарынды кадрды ел алдында ашық мойындап, төбесіне көтеруі әулиелік деңгей десе де болады. Өзбекәлі
оған қарыз болып қалмады. Тағдыр тағылымы деген мемуарында Сақан Құсайыновтың іскерлігі мен адамшылдығын бүкпесіз баяндады. Құсайыновтан қолдау тапқасын Өзбекәлі идеология жұмыстарын ешкіммен ақылдаспай, санаспай, ықпай, боқпай батыл түрде жүргізді. Ең бірінші дүбәрә мектептің көзін құртып, орыс сыныбын түгел жауып тастады. Бұған ең бірінші жергілікті мұғалімдер қуанды. Себебі орысша оқу жоспарын жазу азабынан құтылды. Есесіне қазақ мектебіндегі білім сапасы күрт көтерілді. Ол заманда Бұхара халыққа ақпаратты ең жылдам жеткізетін құрал радио болған. Сол үшін жылжымалы Буря радиостанциясын әкеліп орнатады. Артынша Торғай таңы және Тургайская Нов облыстық екі газет жарқ ете қалды. Радионың қазақша бөліміне сауатты редактор іздейді. Ол кезде Арқалық сияқты қияндағы қалаға сауатты маман бармайтын. Іздегенге сұраған. Дәл сол кезде Қостанайға Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген Қойшығара Салғара ұлы келе қалады. Оны Қойшығараның өзі былай деп баяндайды. Оқу бітірген соң Алматыда қалатын болған, бірақ ата жұртта қарт анам қалып қойған. Ол қартайғанда Алматыға көшпеймін деп отырып алды. Шешемнің көңілі үшін елге қайттым. Сол кезде Торғай облысы ашылып, жаңа кадрлар іздеп жатқан. Таныстарымның біреуі, сен де бақ сынап көрсең қайтеді деді. Мен ойланамын дедім. Тағы бірде жерлес жігіттер Торғай радиосына бас редактор іздеп жатыр. Ана Өзбекәлі деген бәле болды. Шамадан тыс кірпияз кісі екен. 1 мамыр мерекесіне орай радиодан хабар өтуі керек. Сол хабардың сценарийін жасау керек. Неше рет жазып апардық, біреуін жаратпады. Жазғанымызды бетімізге лақтырады. Бәлкім сен жазып берерсің деді. Журналистика бітірген әрі оған дейін қазақ радиосында істегені бар. Қиынға соққан жоқ. Сценарийді бір түнде мөлдіретіп жазып бердім. Өзбекәліге ұнапты. Жиын біткен соң шындарыңды айтыңдар, мынаны кім жазды деді. Олар мойындайды. Ертесіне сені шақырып жатыр деді. Бардым. Бірден қабылдады. Қағазды көрсетіп, сен бе мынаны жазған деді. Иә дедім. Бүгіннен бастап облыстық радионы сен басқарасың деді. Осылайша ойламаған жерден бастық болып шыға келдім. Бірақ беткен жұмысы құрсын. Радионың бас редакторы мен емес Өзбекәлі сияқты. Үйге ерте қайтқым келеді. Ол болса Қойшығара кетіп қалма. Қазір радиоға барамын дейді. Келген соң менімен бірге түнгі сағат 1-2-ге дейін ертеңгі эфирден өтетін материалды талқылайды. Ол кезде Торғай радиосының музыкалық қоры жасақталмаған. Орнына пластинканы пайдаланамыз. Қыз жібек, Алпамыс батыр, Мұңлық зарлық, Ертарғын, Қозы көрпеш, Баян сұлу, Қобыланды батыр жырлары, одан бөлек қазақтың дәстүрлі ән-күйлері жазылған күй табақтар үйіліп тұратын. Ол галстугы салбырап еденге молдасы оқынып отырып, алдына пластиканың бәрін жиып тастайды. Сөйтеді де ертеңгі эфирден өтетін жыр, күй, әнді өзі таңдайды. Әбден көңілі толған соң мені үйіме қайтарады. Өзбекәлінің тамыршы десе де болады. Кабинетте отырып халықтың көңіл күйін дөп басып біліп отыратын. Қай сағаттан эфирден қандай ән күй берілу керегін жан жүрегімен сезіп тұратын. Жұрт кешке үйіне жиналып жаппай радио тыңдайтын уақытта олардың езілген еңсесін көтеріп, шөлдеген көңілдерін рухани жырларымен гүлзар баққа айналдыратын. Онымен талай рет сапарлас сырлас болдым. Арқалықтан сөйлеп тұрмыз деп басталатын Торғай радиосы тірілгенде оны естіген жұрт ойпырмай, бізде де мұндай керемет болады екен-ау деп қуаныштан көз жасын тия алмапты. Бейнелеп айтсақ көктің бәрі қуарып, әбден қуаңшылық жайлап, соңғы ағаштың тамыры солар кез келген кезде көктен өстер жаңбырдың шелектеп қойғаны сияқты болды. Жуан жіңішкеріп жіңішкенің үзілетін сәтінде Торғай радиосы қалғып кеткен Торғай жұртын әп-сәтте оятып, мұқала бастаған тарихи танымын қайта қалпына келтірді. Қонаев бір сапарында Торғайға соғады. Азында Арқалықтан сөйлеп тұрмыз деген дауысты естігенде селк ете қалады. Фонында Амангелді фильміндегі әсерлі әуен ойнап тұрған. Қатты әсерленген Қонаев таңданысын жасыра алмай, мен бүгін Өзбекәлі соққан қоңыраумен ояндым депті. 2 жылдан соң облыстың өз телеарнасы іске қосылды. Облыстың 70% теледидардан жаңалық көретін болды. Өркениеттің оралуы. Радио ашылып, халықпен байланыс орнады. Олардың да басшыларға деген сенімі нығайды. Енді олармен тікелей тілдесу керек. Өзбекәлі көлігіне мінді де ауданда айтпағанда ауылдарды мұқият аралап шықты. Ситуация түсінікті болды. Совет кезінде жекеменшік үй деген түсінік жоқ. Совхозды өкімет соғып береді. Өзбекәлі ауылдағы үйлерді көрген кезде шошып кетті. Ешқандай жоспарсыз салынған. Мал ұстайтын қазақтар қи мен көңді ауыл арасына төге берген. Үйлерінің терезесінде форточка атымен жоқ. Жуынып шайыну деген ақыреттің азабы. Соның кесірінен бала-шаға мен кемпір-шал кір қожалық киіпке түскен. Қар қалың түсетін аймақта мал қораны үйге жапсарластыра соғады. Даланың дауылы қарды үрлеген кезде үйлерді қора қопсысымен қоса қар басып қалатын. Сондай кезде малды аштан өлтіріп алмасы үшін үйге қосып соғады. Сол үшін де кей үйдің кіреберісінде тауық пен малдың қия жата беретін. Мұндай аянышты хал халықтың надандығынан емес,
отырықшы өмірге үйренбеген көшпелі қазақтың советтік жаңа тұрмыс салты болатын. Көшпелі кезінде қазақтар үйдің айналасын былғайды деп тауық тұрмақ сиырды ауылға жолатпайтын. Қыстың күні қыстау үшін қар аз түсетін, сырдың бойын жағалап көшіп кететін. Мыңдаған жыл қалыптасқан дағдысының еріксіз ажыраған торғай жұрты осындай күйге душар болған. Бұған дейін басшылар қалықты ұмытып кеткен деп бұған дейінгі басшылар қалықты ұмытып кеткен бе дерсің. Себебі сол жолы Өзбекәліге ілесіп жол бастап ауыл аралап жүрген жергілікті басшы Нұрғалиевтің өзі мына картинаны көрген кезде ұялғаннан жерге кіріп кете жаздапты. Төзімі таусылып, өзеке, осы ауылмен тоқтайық, әрі қарай жүрудің қажеті жоқ. Сіз мақтамен бауыздадыңыз. Үнсіз қалғаннан гөрі айқайлап ұрысқаныңыз жақсы еді. Біз қара халықтан ажырап кетіппіз. Бұған дейін жергілікті контрға тіке келіп тіке кетіп жүре беріппіз. Жағдайды реттеуге уәде беремін деді. Бір қызығы уәдесінде тұрды. Ауыл аймақтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға барын салып жәрдемін аямады. Киіз үйде отырған кезінде ешбір қазақ ауласын шарбақпен қоршамайтын, арнайы тал екпейтін, үстелде отырып шай ішпейтін. Мұндай жаңа мәдениетті үйретуді ешкім жолға қоймаған. Ескі салтынан айырған да ұмытып кеткен. Тіпті кей ауылдың паспорты Өзбекәлі келгесін жасалған. Газет журналға жазылып, тапсырыспен қаладан кітап алдыру ешкімнің миына кіріп шықпаған. Былайша айтқанда, өкімет бұрақ халықты қасақана қараңғылықта ұстаған. Өзбекәлі аудан басшыларын жинап, ауылдағы үйдің саны 50-ден асатын болса, клуб, медпункт, дүкен, монша соғасыңдар. Жерге кір қожалақ мата төсеп, дастархан жасауды доғарасыңдар. Жерге емес, арнайы кереуетке жататын боласың. Шай ішетін дөңгелек үстел жасап бересіңдер. Мен сендерге еуропалық үстелмен орындықтар тасыңдар деп тұрғам жоқ. Жер үстел жетеді, ауланы шарбақпен қоршауды, ағаш егуді үйретесіңдер деп талап қойды. Жалынды жас басшысының жанашыр болмасы бұларға да жігер сыйлайды. Олар да Өзбекәлі бастағасын реформаны қолдай кетті. Қысқа мерзім ішінде ауыл аймақ қи мен көңнен тазарып, шарбақтары жөнделіп, көшеттері жайқалып тұрды. Ел жұрт тап-таза үйде жер үстел басында газет журнал оқып шаттана шай ішіп отырды. Шағын ауыл халқының өзі апта сайын өкіметтің моншасына түсетін игілікке қол жеткізді. Халық газет пен журналға жазылу дағдысын бірден игеріп кеткен жоқ. Оны да балаға үйреткендей бірінші өзің үлгі боласың. Мәселен, дегенде торғай таңына ешкім жазылмаған, ал оның орысшасы кеңінен таралып жүр. Шамасы поштадағы қызметкер үйреншікті әдетімен қазақты да Тургайская новь газетіне жазса керекті. Ал шенеуніктер құлдық психологиямен түгел орысшаға жазылған. Өзбекәлі осы дүбәра дағдымен құлдық психологияны сындырды. Қазақ газетіне ең бірінші өзі жазылған. Сосын барып өзгеден талап етті. Қазақтар тығыз қоныстанған әр ауылды аралап, газет журналға жазылуды үйрететін мамандарды жұмысқа аямай жеккен. Расымен де шалғайдағы кей ауылдар қазақша газет журнал жаздырып алудың жолын білмейді екен. Бір рет дәмін алған қазақтар жаппай жазыла бастады. Артынша қазақша газеттердің тиражы аспаннан бір-ақ шықты. Ол кезде интернет жоқ. Жұрттың не оқып, не көріп жатқанын Алматыдағы идеология бөлімі қатаң қадағалап отырады. Торғайдағы қазақ газет журналға жазылатын жұрттың саны күрт артқанын көргенде советтік шенеуніктердің жүрегі аузына тығылды. Уақытша мүлгіп кеткен Ыбырай, Ахмет, Міржақыптардың рухы қайта тіріліп кететіндей үрей туғызды. Көп ұзамай Өзбекәлінің кабинетіндегі телефон шар ете қалды. Тыңдап тұрмын, деді Өзбекәлі. Бұл мен, Плотников, насихат бөлімінің меңгерушісі. Алматыдан соғып тұрмын. Шаруаңызды айта беріңіз, не мәселе? Торғайда қазақша басылымға жазылатын жұрттың саны неге көбейіп кетті? Бұған не, сіздердің жүректеріңіз ауырып тұр ма? Жоқ, бұрын орыс тілді басылымдарға көп жазылатын еді. Сонда орыс газеттеріне жазылушылардың бәрін қазақшаға әдейі бұрып жатыр деп ойлайсыз ба? Деп қарсы сұрақ қояды. Жоқ, әрине, олай ойламаймыз. Сөз саптауыңызға қарағанда іс төркіні солай сияқты. Өзіңіз білесіз, егер күштеп бұйрықпен жаздырсам, ондай хабар сіздерге сол күні-ақ жетер еді. Бірақ ауылды аралап насихат жүргізгенім рас. Келіп көрем десеңіз, мархабат. Қандай да бір заң бұзылса айтыңыз. Жоқ, әншейін сұрап жатқаным ғой, сен дұрыс түсін. Қазақша болсын, орысша болсын, әйтеуір жұрттың қараңғылыққа батып кетпей, сауатын көтерсек болды емес пе? Егер соның өзінен саясат іздеп ши жүгіртетін болсаңыз, онда жарыған екенбіз, дейді де телефон тұтқасын қоя салады. Баспасөзге жазылу проблемасы реттелген соң, кезек кітап оқу мәдениетіне келді. Бір заманда алғаш қазақ мектебі орыс топырақта ашылып, ұлт ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы осы өңірден оқып шықты дегенге кім сенеді? Айналдырған 50 жылдың ішінде осындай сауатты өлкені қараңғылықпен өлтіруге азақ қалған екен. Кітап саудасының жағдайы газеттен де нашар болған. Ол кезде ауыл аймақта хозмак деген болатын, яғни тұрмыстық заттар сатылатын шала жансар дүкеннің түрі. Сатылатын кітаптарды осындай дүкенге тастап кетеді. Онда да ешкім оқымайтын, қызықсыз 40-50 кітапшаң басып жата берген. Бірақ басшылар халықты кітап жеткізіп жатырмыз деп өтірік ақпарат беріп отырады.
Оны тексеруге ықыласты басшылық жоқ. Бұдан бөлек жұртты келеке еткен сияқты этикаға жатпайтын қадамдарға барған. Яғни 100% қазақ қоныстанған 2 ауданға жіберілген кітаптың 80% орыс тілінде. Державин сияқты қазақ-орыс аралас аудандарға бірде-бір қазақша кітап бармаған екен. Өзбекәлі әрі колхоз бен совхоздың кітап дүкенін ашуға бұйрық берді. 3 жылда 79 кітап дүкені ашылған. Кітап базасын толтыру, оларды тасымалдап жеткізу, қай дүкенге қандай кітап бару керегіне дейін Өзбекәлі өзі қадағалаған. Ұлттық құрамына қарай кітаптың құрамы да әділдік принципімен шешілді. Торғай өңірі 3 жылдың ішінде кітап оқудан өзге облыстарға жетіп алды. Өзбекәлінің осы жанкешті еңбегінің арқасында қаншама қазақ қылмыскер атанудан аман қалғанын бір Құдай өзі білсін. Себебі дамыған елде үкімет түрме соғардан алдын ол аймақтағы халықтың кітап оқу құмарлығын өлшемге алады. Кітап көп оқылатын аймақта үлкен түрмелер соғылмайды. Керісінше кітапхана мен кітап дүкені мешел қалған өңірден қылмыскер көп шығады. Сол үшін де үлкен түрмелер халқы кітап оқымайтын аймақтарға салынады. Өзбекәлінің осы ұтымды стратегиясы торғай жұртына бақ боп қонды. Ол жаққан кітап құмарлық шығып, инерциясын әлі тоқтатқан жоқ. Оқу-тоқуға бейімі бар таланттар бұл топырақтан жиі шығады. Торғай әуендері. Өзбекәлі пенденің адами тіршілігін айшықтап тұратын ірі көрсеткіш мәдени даму ісін шұғыл қолға алды. Ол келе сала Торғай әуендері фестивалінің жоспарын жазды. Жоспар бойынша қолөнер, салт дәстүр, спорт, ат жарысы, қазақша күрес, бокс, жеңіл атлетика жандануы тиіс. Бұл шара 1971 жылы 20 маусымда Арқалықта өтті. Тек Торғай емес, оған көрші отырған бірнеше облыс халқы қызық көреміз деп Арқалыққа ағылды. Сондай жерден келген бір қарияны көріп қалып Өзбекәлі хал сұрады. Ата, қайдан келдіңіз деді. Жангелдин ауданынан. Жангелдиннің өзінен бе? Жоқ, оның арғы жағындағы Ақкөл деген ауылдан келдім. Алыс жерден арнайы келдіңіз бе? Иә, қарағым, арнайы келдім. Кәрі қойдың жасындай жасым қалды. Өлсек те Арқалыққа барып бір рет фестиваль көріп өлейік деді қария. Думаның дүркірегені сонша Ақмола облысының басшысы Халитова телефон соғып, әй Өзбекәлі, Арқалықта не қызық болып жатыр? Жұрттың бәрі Арқалыққа жөңкілі көшіп жатыр ғой депті. Совет дәуіріндегі жиын тойдың бәрінде орыс тілі мен мәдениеті насихатталды. Өзбекәлі бұған іштей наразы. Ол мынадай әдіс ойлап тапты. Фестиваль күні қала халқын таңғы 7-де оятып, дабыл қақтырып, мерекелік атмосфераны у-шумен қыздырмақшы болды. Бейнесі қазақ санасынан өше бастаған Алдар Көсе, Қожа Насыр, Жиренше, Қарашаш, Амангелді Батыр, Ыбырай Алтынсарин сияқты тұлғалардың образын жасады. Оларды көлікке отырғызып, қала көшелерін айналып шықты. Фестиваль деген сылтаумен қазақ танымында өлуге айналған бәйге, көкпар, жорға жарыс, күміс алу, жан бату, қыз қуу, қазақша күрес, ақындар айтысы, алтыбақан себу сияқты көптеген көшпелі мәдениеттің элементін барынша дәріптеді. Жұрттың жарты ғасырдай жаншылған мәдениетін бір фестивальмен ояту оңай емес. Өзбекәлі проводы русской зимы деген атаумен 22 наурыз күні бір мерекені ұйымдастырды. Әлгі образдарды тағы да тірілтіп алды. Ол кезде наурызды тойлауға совет үкіметі тыйым салған еді. Бізбен сұхбаттасқан Мұхтархан Манапұлы осы оқиғаны былай деп баяндайды. 1973 жылы көктемде қызық болды. Қатысушылардың бірі Трофимов проводы русской зимы мерекесін тойлаймыз. Соған дайындалыңдар деп әріптестерге пәрмен берді. Мейрамның атын естігенде тырыстым да қалдым. Қырсығып киімге қойдым. Трофимов дайындықты тексерді. Менен басқасын бәрі киініп алған. Сен неге киінбедің деп сұрады Трофимов. Киінгім келмейді дедім қырсығып. Не үшін? Мейрамның аты ұнамайды. Несі ұнамайды? Қазақ даласында отырып орыстың қысын тойлау деген не масқара? Сонда не қазақтың қысын шығарып салсақ болмай ма дедім. Мұның алдында Мәскеуде оқып жүргенде жас тұлпар ұйымына мүше болып, ұлттық иммунитетім күшейіп кеткен. Орыстан ақпаймын, обалы нешек. Трофимов ақ жүрек жақсы адам еді. Қазбалап сұрап ерегіске барған жоқ. Басын изеді де үнсіз кетіп қалды. Артынша театрға Өзбекәлі келіп жаныма жайғасыды. Батыреке, неге киінбегенсің деді. Өзеке, бізде намыс қалды ма өзі? Не масқара мынау? Қазақтың қысымен қоштасамыз десек болмас па? Әлде табиғатта тек орыс қысы бар ма дедім түнеріп. Әй батыр, ертең қай күн білесің бе деді ол. Білемін, 22 наурыз. 22 наурыз қандай күн? Ұлыстың ұлы күні, қазақша жылы жаңарады. Наурыз тойлап көрдің бе? Көргенде қандай? Ауылда наурыз көже ішетінбіз. Далаға киізді кеме төсеп балалар күресетін. Арасында ат жарысы өтеді. Білсең сол ендеше, ертең наурыз тойлаймыз. Зима деген аты ғана орысша, затын қазақша айтеміз. Амангелді мен Жангелдиннен 20 киіз үй әкеліп құрып қойдым. Биелі желіде байланып тұр. Ертең наурыз көжеге тоясың. Алдар Көсе, Қожа Насыр, Жиренше шешен, Қарашаш ана, Қыдыр атаның образдарын алаңға алып шығамыз. Қыз жібек пен Төлегеннің күймесін жасаттым. Торғайда есек жоқ екен. Саған ол Ақтөбеге көлік жіберіп есек алдырдым. Босқа қырсық мүмкіндікті зая кетірмей киіміңді ки де ертең дайындал. Сол кезде барып Өзекеңнің қулықпен құрылған терең стратегиясын түсіндім де серпіліп сала бердім. Қазынаға ие болу. Өзбекәлінің мәңгілік болмысқа айналуының бір құпиясы мынада жатыр.
ол мәңгілік құндылықты бірден танып сезіп қояды. Ғылымда өткінші мәдениет, transient culture деген ұғым бар, яғни жұртты уақытша желпінтіп қоятын жеңіл мәдениет. Мәселен, 1960 жылдан бастап Beatles, Bonnie, Абба сияқты рок әншілерге еліктеп, шаш қойып, кала-кала шалбар киіп, ән айтып, гитара ұстап, құтырына билеп жастық шақты өткізу мода болған. Бірақ мұндай топтар 10 жылдан соң заманы бастан көшіп, сахнаны келесі жұлдыздарға еріксіз тапсырып отырды. Бір қызығы, осы әншілерді тыңдап жастық шағын өткізген аға буын өз баласына рок топтарды құндылық ретінде ұсына алмайды. Себебі әр заманның, әр баланың Битлзы мен Аббасы бар. Бұларды қартайғанда серік ете алмайсың. Есесіне бала жастан құлаққа сіңімді болған классикалық құндылықтар қартайған сайын сені қызықтыра түседі. Мысалы, аңыз, қисса, ән, жыр, күй, би шешендердің құнарлы әңгімесі қартайғанда сенімді серік саналады. Сөйлегенде салмақ қосады. Керісінше, зейнетке шыққан соң осындай сүбелі сөзді ұстай алмаған әзілкеш шалдардың қадірі болмайды. 1970 жылдары Торғай даласы көкірегі қазыналы қартқа бай еді. Бірақ әңгімесі сол заманның жастарына ескінің сарқыншағында естілетін. Советтік ұранмен миы айналған пионер комсомолдар қарияның тілінен төгілетін құнарлы сөзді жаратпайтын. Өзбекәлі осыны аңғарып, көзі тірі ақсақалдардың қазынасын жинап алуды ойлады. Осы ойын жүзеге асыру үшін Сейіт Кенже Ахметті шақырды. Сейіт Торғай таңы газетінде сатирамен шұғылданып, өткінші мәдениеттің өкілі болып жүрген. Бірақ бойында қазыналы қариялардан жұққан әңгімешіл өнері де бар еді. Өзінің айтуынша, етті жақсы турайтын елгезек бала болыпты. Біреу қонақ күтсе, Сейітті шақырыңдар, ет турап берсін деп ортасына алдырады екен. Ол ет турап отырып, қариялардың көне дәуірден тарататын құнарлы әңгімесін құлағына құя беріпті. Әлбетте, ет турайтын адам табылады, бірақ құйма құлақ бала табу қиынның қиыны. Бұл ежелгі қариялардың дәстүрі еді. Көкірегіндегі шежірені дастархан басында әңгіме айтып отырып жастарға мирас ететін. Сейіттің артықшылығы осы: мағыналы әңгіме басталса, екі құлағы қалқайып, қос жанары шоқтанып шыға келетін. Жыланға арбалған торғайдай қариялардың аузына кіре жазып, ынтыға тыңдайтын. Тыңдаушы ықыласты болса, сөйлеуші шешен келеді деген. Сейіт ынтыққан сайын қариялар да көсіледі. Осылайша Сейіт қазыналы һәм қадірлі кісіге айналған, бірақ оны өзі байқамайды. Жылғы кісінескенше, кісі сөйлескенше демекші, өзбекәлі бір көргенін оның бойындағы құндылықты тани кетеді. Ол қарияларды таспаға таңбалап, кітапқа жазып қалдырмаса, олар өлген соң жер сипап қалатынын түсінетін. Сол үшін Сейітті өткінші емес, мәңгілік құндылықтар дәлізіне салып жібереді. Көпен Әмірбек бұл оқиғаны былай баяндайды. Сейіт Торғай таңы газетінің жауапты хатшысы еді. Бір күні оған: сені обком хатшысы Өзбекәлі Жәнібек шақырып жатыр. Қазір барып қайт, деді редакторы. Сейіт құстай ұшты. Өзбекәлі: сен газетке әзіл-сықақ жазып жүрсің. Ол дұрыс, әрине. Бірақ оны екінің бірі істей алады. Мен саған көбінің қолынан келмейтін маңызды бір міндет жүктеймін. Бүгіннен бастап Торғай халқының салт дәстүрі, дархан дастарханы, тұрмысы мен мәдениеті туралы ескі әңгімелерді жина. Осы шаруаға жылдам кіріс, деді. Сейіт сасып қалып: өз аға, мен облыстық газетке жауапты хатшымын ғой, өзіңіз білесіз, оның жұмысы көп, бұл іске уақыт жете ме екен, деді. Оны басқа біреуге тапсыр, бірақ сол айлықпен еркіндеу жүретін бөлімге ауысасың. Редакторыңа өзім айтам. Бұл іс енді талқыланбайды, тек атқарылады, деді Өзбекәлі шорт кесіп. Сейіт келісті. Редакцияға келсе, Өзбекәлі редакторға хабарласып тапсырма беріп қойыпты. Айлығы сол күйі сақталған, бірақ жұмысы қарияларды сөйлету. Осылайша Сейіт Өзбекәлінің ықпалымен әйгілі этнограф болып шыға келді. Өзбекәлінің тактикасы Сейіттің бағын ашты. Ол мағынасыз ғасыр атанған 19 ғасырда құны еш өлшенбейтін қазақ халқының мәңгілік құндылығын бізге жеткерді. Ол мағынасыз ғасыр атанған 21 ғасырда құны еш өлшенбейтін қазақ халқының мәңгілік құндылығын бізге жеткерді. Өзі де абыройлы ғалым болды. Қазір салт дәстүрмен құнарлы әңгіме іздеген қазақтың бәрі Сейітке барып тіреледі. Егер ол сол кезде советтік газетке сықақ жазып жүре бергенде, оның өкініші екі тарапқа да ауыр болар еді. Музей мәдениеті. Өзбекәлі ұлттың санасын ояту үшін жаңа жыл мерекесінде шебер қолданды. Оның бір қасиеті әлемнің қай қаласына барса да халыққа қуаныш сыйлайтын мәдени элементті ілестіріп ала келетін. Шамасы мұз қалашық деген кереметті Мәскеуден көрсе керекті. Мұндай қалашық Алматыда жоқ болатын. 1971 жылы арқалықтың қақ ортасында мұздан кірпіш ойдырып кішігірім қала тұрғызды. Оның ішіне сырғанақ, хоккей алаңын салдырды. Қазақтың аңыз кейіпкерлерін мұздан мүсіндеді. Сол
арқылы Алдар Көсе, Қожа Насыр, Жиренше, Қарашаш ана, Тазша бала, Қаңбақшал образын халықтың бейін санасына сіңіріп жіберді. Қалашықтың арасына неон электр тізбегінен түрлі жарықты түрлендіре төгіп қойды. Бұл кішкентайларды ертегілер әлеміне енгізіп жіберетін мұғжизаның нағыз өзі еді. Осыдан соң балалардың бәрі сол кейіпкерлерді іздеп жүріп, оқитын кітап құмар балаға айналды. Мұндай жасампаздық өзбек елінің беделін аспанға бір-ақ шығарды. Оның абыройын көре алмаған біреулер түнде қалашықтың бір шетін қайратып кетіпті. Өзбек елі жанына жігіттерін ертіп құлаған қабырғаны сол түні қалпына келтірді. Жаңа жыл мерекесі арқалықта бұрында өтетін, бірақ қазақтар құлықсыз қатысатын, себебі ол жерден төл мәдениетін көре алмайтын. Қазақы образдар оралған соң олар кез келген мерекені құлшыныспен қарсы алды. Арқалықты бұрыннан басшы болып жүрген Голубенко осындай өзгерістерді байқап, өзбек әліге жылы пікір білдірген. 3 жыл ішінде арқалықта әуежай, автовокзал, теміржол вокзалы, почта, аурухана, қонақ үй салынды. Пет институты, 2 арнаулы оқу орны, жобалау институты, филармония, драма театры, музей ашылды. Халықтың өмірге деген құштарлығы күннен күнге арта берді. 1970 жылдары Көкшетаудан музей ашуға бюджеттен қаржы бөлінген. Бірақ музей жабдықтары дайын емес еді. Өзбек елі шебер дипломатияның арқасында сол музейдің қаржысын арқалыққа бөлгізді. Қаржы табылып, ұзын жүк күрмеуге келген соң еркін қимылдады. Бұрынғы аудандық партия комитетінің ғимаратынан музей жасамақ болды. Әрине, музей ашу оңай емес. Өзбек елінің тәжірибесі де жоқ. Нар тәуекел ердің ісі деп кірісіп кетті. Мәскеудегі шенеунік достарына шығып, Ресейдегі музей ісінің майталман мамандарын арқалық қалдырды. Олардың жағдайын жасады да мұражайға жекті. Өзі 2 күннің бірінде қазақтар тығыз қоныстанған аудандарға сапарға шығып экспонат іздеді. Жүрген жерінде жәдігерді түйсікпен сезетін рухани дертке шалдықты. Оны мына оқиғадан білуге болады. Бірде өзбек елі ауыл аралап жүріп, бір шопанның үйіне тоқтады. Қойшы оны қонақ етіп ас берді. Астан соң ескінің салтымен не бұйымтайың бар деп сұрады. Есік алдыңда жатқан не ыдыс деді өзбек әлі. Итке тамақ қойып жүрген итаяғымыз деді шопанның әйелі. Итаяқ болса иттің егесі сіз ғой. Маған сол итаяқты беріңіз. Арқалыққа ала кетейін деді өтініп. Бұған шопан да, әйелі де, өзбек елінің жанында жүрген шабармандары да таңғалды. Обкомның хатшысы итаяқ сұраған несі деп бір-біріне сыбырлап сұрап жатты. Сөйтсе әлгі итаяқ 19 ғасырда ағаштан ойып жасалған құнды астау екен. Оны ешкім білмеген. Өзбек елі ғана айналасын бағып жүргенде итаяққа көзі түсіп, жәдігерді тани кеткен. Осылайша қадірсіз итаяқ бір аптадан соң музейдегі қымбат жәдігерге айналып шыға келді. Торғайдағы музейдің тағы бір қадірлі жәдігері 19 ғасыр аяғында жасалған асадал мен ағаш төсек. Оны жасаған шебердің аты белгісіз, бірақ нағыз өнер туындысы дерсің. Ойы өрнегі философияға тұнып тұр. Бұл екеуін де музейге айналдыру, алдыру қиынға соқты. Мүліктің иесі жесір әйел екен. Сұрап келгендерге ауыр сөз айтып бос қайтарыпты. Болмағасын өзбек әлінің өзі барды. Әйел жылап тұрып, айыпқа бұйырмаңыз, қадірлі шалым, бұл төсекте 47 жыл жатқан еді, 5 жыл бұрын дүние салды. Оның көзіндей болған төсекті қалай қиып беремін? Бірақ сен ел үшін деген азаматсың. Қолыңды қайтаруға ұялып отырмын. Төсекті берейін, орнына дүкеннен шкаф пен төсек алып беріңдер деді. Өзбек әлі бірден келісті. Келіскені сол, әйел айнып кетеме деп үйден шықпай тұрып қаладан сол жаңа төсек пен шкаф алдырды. Оны жеткізген көлікке асадалмен ескі төсекті тиеп музейге жөнелді. Содан кейін әлгі әйел жылына 2 рет музейге келіп асадалмен шалының төсегіне телміре көз салып, сағынышын басып тұрады екен. Бір күні өзбек әлі күміспен күптеліп алтынмен апталған кісісе белбеу жайлы ақпарат естіді. Ол бұйымды бір молда марқұмға Құран хатым түсіріп беріп, ақысына алып кеткен екен. Хабар жеткен бойда молданы іздеу операциясы басталды. 3 жылдан кейін ғана оның Қайыңды совхозында тұратыны анықталды. Белбеуді айырбастау үшін молда мен музей арасында сауда жүрді. Кісе белбеудің құнына ақша, құлынды бие, мотоцикл, тіпті сол заманның үлкен байлығы москвич көлігінде ұсынды. Молда келіспеді, бірақ музей қызметкерлері де әккі болып қалған еді. Олар әкесі жоқта баласын көндіріп кісі белбеуді саудалап әкетеді. Жәдігер қолға түсті деген қуанышты хабар жетісімен өзбек әлі енді сақ болыңдар, белбеу қолдан шығып кетпесін деп қатаң тапсырды. Молда да алған бетінен қайтпайтын қайсар кісі екен. Белбеуді іздеп арқалыққа келді. Аузының дуасы бар ма, әлде әруағы үстем түсті ме? Марқұмның көзі еді, ең болмаса ел жұртына бір көрсетіп қоштастырып келейін деп музей басшысын сендірді де белбеуді алып тайып тұрды. Молдекең сол кеткенде мол кетті. Осылайша өзбек әлі сол жәдігерден айырылып қалды. Бұл текетіресті даниялық ойшыл Серон Кьеркегардтың мына пікірін оқысаңыз тез түсінесіз. Тіршілікті қалай терең һәм дұрыс бағамдаймыз. Ол үшін өткен тарихқа үңілу керек. Сосын барып келешекке батыл қадам жаса. Совет заманында қазақты адам қылған орыс, енен келіп көзін ашқан, оған дейін бет алды көшіп жүрген сауатсыз жабайы тайпа болған дейтін идеологиядан
құлақ тұнатын. Ал ескі қазақтың соңғы тұяғын көріп сөзін тыңдаған молдалар қара жаяу біреу емес. Олар да өткеннің өсиетін, ескінің кітабын ыбырай оқытқан шәкірттерді көзбен көрген біреу болса таңғалмаңыз. Алаш арыстары осыдан 35-ақ жыл бұрын атылып кеткен. 1970 жылы өмір сүрген қарттар сол тарихтың бәрін бастан өткерген. Сондықтан советтің сөзіне илана қоймады. Олар үшін қазақ руханиятын еске салатын кез келген жәдігер киелі әлемнің қайнағанындай көрінетін. Сондықтан да әлгі молда Өзбекәліні авторитет санамаған. Дәл осындай психологиялық ахуал Өзбекәлінің де болмысында қайнап жатыр. Өзі тарихшы, көшпелі өркениеттің ұңғыл-шұңғылын терең біледі. Этнографиямен айналысып, ұсақ-түйек ою-өрнектің символдық мәнін ұғынуға барын салып жүр. Қазақ мәдениетін терең түсінген сайын оны әлемге танытсам деген дерті тыныш отырғызбайды. Халықтың тарихи танымының ой оятатын құралдардың бірі музей. Музейге барған қазақтар тарихи жадын тез тірілтіп, орыс көрсе төмпеншіктеп тұратын бейшара психологиядан арылатынын Өзбекәлі жақсы түсінді. Сол үшін де оймақтай жәдігерді қалаған бағасына сатып алуға дайын еді. Мысалы, оның молдаға ұсынған москвич көлігі 1970 жылдары совет адамы үшін өңі түгел түсіне кірмес байлық. Ақшаң болса да оны сатып ала алмайсың. Көлікті соғыс ардагерлеріне ғана кезекпен сатады. Сол кезектің өзін кемі 5 жыл күтесің. Қазіргі заманға шақсақ, әлігі күміс бұйымды Lexus көлігінің ең соңғы маркасына айырбастаған сияқты нәрсе. Ал молданы дүние қоңыз деп тағы айыптай алмайсың. Себебі совет заманда кез келген жәдігерді қара базарға да шығару мүмкін емес. Сатуға тырыссаң, спекулянт деп соттап жібереді. Сондықтан молда да ол белдікті басқа жерде сата алмайды. Нар тәуекел ердің ісі. Өзбекәлі басына қатер төндіретін бір істі қолға алды. Ол музей. Және музейді советтік Қазақстаннан бастаған жоқ. Экспозицияның бірінші бөлімін қазақ мәдениетінің түп бастауы деп атады. Оған 2700 жылдық тарихы бар сақ дәуірі ұстасының құрал сайманын жайғастырды. Қазақ тарихы 1917 жылдан басталды дейтін идеологиялық дәуірде тарих пен мәдениеттің қайнарын 2700 жылдықтан тарқату көзсіз батырлықты талап етеді. Әйтпесе осыдан 20 жыл бұрын осындай тарихты қозғаймын деп Бекмағанов 25 жылға сотталып кеткен. Қазақтың өз тарихын жазуға, қозғауға, айтуға тыйым салынған. Әсіресе Алтын Орда тақырыбын түртсең, түрмеден бір-ақ шығасың. Мектептерде негізінен Ресей тарихы оқытылады. Қазақ тарихы қосымша пән ретінде жүргенімен, шежіресін Қазан төңкерісінен бастайтын. Соның кесірінен қазақ баласы өз батыры мен ханының атын білместен өсті. Есесіне Александр Невскийден бастап Емельян Пугачевқа дейін орыс богатырларын жатқа соғатын. Осындай алмағайып заманда коммунистердің көзін бақырайтып қойып Өзбекәлі қазақ тарихын сақ дәуіріне жалғап насихаттап жатты. Оның стратегиясы нысанға дөптейді. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін арқалықты музейін көруге кезекке тұрды. Бірде Өзбекәлі шалғайдағы Ротник совхозына барды. Сақалы күмістей 3 қарт оған сәлем беріп, әлгі Өзбекәлі деген бала сенбісің қарағым деп сұрады. Иә ата, сол балаңыз мен боламын деді ол. Арқалықты музей деген бар екен. Иә, қалыққа арнабаштық барсаңыз көресіз. Арнайы барып көрдік. Өзіміздің қандай ел екенімізді біліп арқаланып қайттық. Ұйымдастырған сен екенсің. Саған алғыс айтуға арнайы келіп тұрмыз деп қолын қысып батасын берді. Осындай оқиғалар Өзбекәліге шабыт бітірді. Оның музей ашуға деген құмарлығы жазылмас дертке айналды. Осыдан соң елдің әр шетінен музей ашуға екі білегін сыбанып кірісті. Қазір Қазақстандағы кез келген музейдің тарихын түртіп қалсаңыз, міндетті түрде Өзбекәлінің қолтаңбасын табасыз. Өзбекәлі экспозицияның екінші бөлімін жергілікті тайпалардың тастағы бейнелеу өнеріне арнады. Бұл көшпелі өркениеттің айқын нышаны. Себебі тастағы жазу мен өрнектер тіпті Ресей тарихында жоқ. Олардың музейіндегі петроглифтер сонау Алтайдан әкелінген. Ал Алтай ер түріктің туып өскен, түлеген алтын бесігі. Үшінші бөлімге сақтан қазаққа дейін деп атау берді. Онда сақтардың ан стиліндегі алтыннан жасалған әшекей бұйымдары қойылды. Ежелгі үйсін, қаңлы, түркі, қыпшақ мәдениетінің жәдігері де жайғасты. Төртінші бөлім қазақтың этнографиясы мен тұрмыстық мәдениетіне арналды. Салтанаты келіскен киіз үй мен көздің жауын алатын зергерлік бұйымдар осы бөлімге жайғасты. Осы бөлімді жасақтауға қатысқан Рышан Ильясова қазына атты естелігінде бүйдеп естелік айтады. Күн жылып, жер шайрасар болды. Өзекең алыс колхоз совхоздарды аралап кететін. Сапардан оралғанда көлігінен келі-келсап, диірман, ошақ сияқты заттарды түсіріп жатады. Оған сыймағанын жүк машинасымен тасиды. Үйілген затты реттеп қаттап бола бергенде осындай зат тиелген екінші машина келіп тұрады. Бір күні 6 қанат киіз үй әкелді. Киіз үйді тігуде де жағуды да жақсы білемін. Түстен кейін үй құрауға кірістік. Өзекең өзімен бірге 5-6 шенеунікті ертіп келді. Бәріміз жабылып кеттік. Кезек шаңыраққа келді. Өзекең бақанды айналдырып ұстап, ал шаңырақты беріңдер деп беліндегі жалпақ белбеуін тартты да жымиып тұра қалды. Бұл оңай жұмыс емес еді.
Қапырық залда шаңырақты 3 рет көтеріп оқты әрең қададық. Енді оқты тез қыздар байлап шықсын. Бәріңнің байлауың бірдей болуы тиіс. Дұрыс тігілмесе жыққан кезінде көрініп тұрады деп Өзекең маған қарады. Мен оқ байлаудың өзіне тән тәсілін көрсеттім. Ол риза болды. Ұзақ жерден қара жолмен жүріп келген жүктер шаң топыраққа көміліп қалыпты. Киіз үйді құрып біткенше бәріміз шаңға баттық. Әсіресе Өзекеңнің бет-аузы шаңға баттасып күлкі шақырады. Күлуге ұялып тұрмыз. Қас қарая киіз үйді тігіп болды. Өзекең машинасымен бізді үйге жеткізіп салды. Осы естелікті баяндап отырған Расшанды Ақтөбенің музейінде істеп жүрген жерінен Өзбекәлі арқалық қалдырған. Ұшақтан түскен бойда оны шақырып 2 сағаттан соң музейді қабылдап алыңыз. Қалғанын сосын шешеміз. Күйеуіңнің жұмысы, үй-жай, бала-шаға бәрі реттеледі. Күттіріп қоймаймыз. Музейге ие болсаңыз қалған шаруаны өзім тындырамын деп уәде береді. Уәдесін көпке созбай орындап музей қызметкерінің бәріне тегін пәтер таратады. Торғай өңірі ағаш пен темірден түйін түйген зергер мен ұстаға бай. Өзбекәлі солардың қолдан басын іздеп жүріп, Көгентаев деген зергер қарияны кездестірді. Ол шалғай ауылда тұрады екен. Шұғыл арада оны Арқалықтың іргесіндегі ауданға көшіріп үй салып берді. Есік алдынан ұстахана ашып, алаңсыз жұмыс істеуіне жағдай жасады. Кремльдегі орталық комитет совет деп аталатын бір тілді ұлт жасау науқанын қыздырып жатқанда Өзбекәлінің қазақ мәдениетін насихаттауы қатерлі еді. Ол кезде діни не ұлттық сипатың жылт етсе, жылпостар үстіңнен арыз айтып жіберетін. Соған қарамастан Өзбекәлі тәуекел ет те тас жұт, ажал келмей өлмек жоқ деп батыл қимылдай берді. Райса Райымбекқызы мынадай естелік айтады. Өзбекәлінің дұшпаны көп еді. Әсіресе оның бітіспес жаудары Алматыда отырған кәрі коммунистер. Оның мәдениет пен тарихты көтеріп, қазақ рухын оятуы оларға ұнамады. Мәскеудегі достарының арқасында ғана Өзбекәлі ешкімге дес бермеді. Ол Арқалықта музей ашқанда экспонаттардың арасына орыстың сынық құмырасын енгізбеді. Оны осы үшін сынап, үстінен арыз жазғандар көп болды. Анығында Өзбекәлімен тікелей ұстасып жүрген мәскеулік шенеуніктер емес, Алматыда отырған функционер қатысшылар. Олардың 90% мәңгүрттенген қазақтар еді. Бұл торғайды қазақтандырып жатқанда кәрі коммунистер Алматыдағы қазақ мектептерін жауып жатқан. Шамасы олар Мәскеуге осылай жағынғысы келген сияқты. Себебі басқа республикаларда ана тіліндегі мектептерді жабу науқаны жүрмеген. Мәскеуден пәрмен келмеген. Алматыдағы қазақ мектептері тұтас жабылған кезде Ташкенттегі 24 қазақ мектебі гүлденіп тұрды. Сондықтан қазақ тіліне, тарихына, әдебиетіне, мәдениетіне тосқауыл қойып тамырын қиған шенеуніктер негізінен большевик қазақтар болатын. Былайша айтқанда бір елдің ішкі саясатында екі бағыттағы идеология қатар жүріп жатты. Бірі Алматыдағы кәрі коммунистер бастаған орыстану саясаты, екіншісі Ильяс пен Өзбекәлінің қазақтану науқаны. Сондықтан да екі идеологияның көсемдері биліктің маңайында шайқаспай, шайнаспай тұра алмайтын. Осындай ұрымтал сәтте керісінше Өзбекәлі Мәскеудегі достарын пайдаланып, ұлттық саясатты күшейтіп алатын. Мәселен, Өзбекәлі Арқалықта пет институт ашқан кезде Алматыдағы кәрі коммунистер аяғына оратыла кетті. Оның бастамасын қолдаудың орнына қаржыдан қысып адым аштырмады. Ол комсомол кезінен жолдас болған Тяжельников арқылы бұл проблеманы айналып өтті. Жолдасы көптің қолдасы көп деген Тяжельников пет институтымен ынтымақтастық сияқты меморандум әзірлеп 100 000 рубльдің құрал жабдығын тегін әперді. Сөйтіп Өзбекәлінің абыройын аспандатты. Әйтпесе Перім қайда, Арқалық қайда. Өзбекәлі пет институты ашқан соң оқу жүйесін қазақша еткісі келген. Бірақ сол кездегі білім және ғылым министрі Бөлтірікова пет институттың 2 мамандығын ғана қазақша ашуға рұқсат етті. Қалғаны сол баяғы орыс тілінде жүргізілді. Өзбекәліге ауыр тигені мынау еді. Арқалықтан пет институты ашылды деген дақпырт солтүстік өңірді түгел қамтыды. Бірақ талапкерлер ішінен 7 баланы ғана оқуға қабылдауға мәжбүр. Себебі министрдің қазақ тіліне бөлінген лимиті 7 орын.